Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Ақерке Болатбекқызы, Анна Бекова, өз бетімен әрекет ететін бала немесе еріншек ана болудың жолдары. Алғы сөз. Бұл кітапта қарапайым десе де бізге бейтаныс дүниелер жайында баяндалады. Жастардың дамуына кедергі болатын дүниелер бүгінде басты мәселеге айналды. Қазіргі ата-аналар өз балалары үшін өмір сүріп, олардың әрбір ісіне араласып, көп жерде балаларының орнына шешім қабылдауға дайын тұрады. Енді сұрақ, балалар үшін осылай жасаған дұрыс па? Сондай-ақ бұл баланың жеке өміріне араласу болып саналмай ма? Бұл кітап өзіңнің кім екеніңді есіне салып, ата-анадан да басқа адам болуға һәм күнделікті өмірдегі рөліңнің шекарасынан шығуға мүмкіндік беретін кітап. Кітапта өзіңді шаршатқан мазасыздық пен бәрін басқара алам деген жауапкершіліктен арылудың жолы жазылған. Сонымен қатар кітап баланы үлкен өмірге аттандырар кезге дайын болуын үшін саған өзіңді қалай жетілдіру керектігін үйретеді. Қабылдауға жеңіл мәтіні мен көлемді мысалдары кітапты оқуды қызықты ете түседі. Бұл әңгіме мен толғаныстан құралған кітап. Автор былай жаса, осылай істе деп бұйырмайды. Керісінше ойлануға шақырады. Өмірден алынған оқиғадан мысал келтіріп, әртүрлі жағдайлар мен мүмкін деген ережеден тыс дүниелерге назар аударады. Кітап ата-анасының шамадан тыс перфекционизмнен, мінсіз адам болуға ұмтылу, зардап шеккен адамдар үшін пайдалы болмақ. Сондай-ақ бұл кітап олардың өз балаларымен ойдағыдай қарым-қатынас құруына кедергі болатын, бір-бірін жалықтырып әрі бәріне өз-өзін кінәлай беретін әдеттен арылуға жәрдемдеседі деп ойлаймын. Әрі ақылшы, әрі пайдалы осынау кітап сізге жақсы ана болудың және баланы өз бетінше өмір сүруге дайындаудың жолдарын үйретеді. Владимир Козлов, Психология ғылымдары академиясының президенті, психология ғылымдарының докторы, профессор. Кіріспе. Менің бірнеше жыл бұрын жарияланған «Мен неге еріншек анамын» атты мақалам әлі күнге дейін ғаламторды шарлап жүр. Мақала ата-аналар қатысатын әйгілі форумдар мен оларға қатысты топтарда кеңінен таратылды. Тіпті ВКонтакте желісінде менің Анна Бекова еріншек ана деген парақшам да ашылыпты. Сол тұста менің баланы өз бетінше өмір сүруге дайындау керектігі туралы қозғаған тақырыбым қызу талқыға түсті. Қазірде менің осы мақалам қандай да бір танымал ақпарат көздерінде жариялана қалса, бірден пікірталас басталып, оқырмандар мыңдаған ойларын жазып қалдырады. Мен еріншек анамын. Кейбіреулерге мен өзімшіл әрі өзгемен ісі жоқ жайбарақат жүретін де қоятын жан боп көрінуім мүмкін. Өйткені мен балаларымның өз-өзіне жауап бере алатын, ынтасы кемел және жауапкершілігі мол тұлға болғандарын қалаймын. Демек, баланың бойына осы қасиеттерді сіңіру үшін керек жағдайды жасау қажет. Осы сәтте менің жалқаулығым шамадан тыс ата-аналық белсенділікке тосқауыл болатын табиғи тежегіш қызметін атқарады. Бұл белсенділік баланың орнына барлығын өзі жасай отырып, оның өмірін жеңілдетіп қоятын белсенділік. Еріншек ананы гипер анаға қарама-қарсы қояр едім. Өйткені сол анада барлығы да гипер. Мәселен, гипер белсенділік, гипер алаңдаушылық, гипер қамқорлық. Бірінші бөлім. Неге мен еріншек анамын? Мен еріншек анамын. Мен балабақшада жұмыс жасай жүріп, ата-аналық гиперқамқорлықтың түрлі мысалына куә болдым. Әсіресе есімде қалғаны 3 жастағы Славиктің оқиғасы. Уайымшыл ата-анасы үстел үстіндегі барлық тағамды жеп қоюды ұлдарына міндеттейді екен. Неге екені белгісіз, олардың түсінігінде арықтау өте қауіпті құбылыс саналады. Дегенмен Славиктің бойымен томпиған бетіне қарап, дене салмағының аздығын алаңдаудың қажеті шамалы. Үйде оны қалай және немен тамақтандыратыны белгісіз, бірақ ол балабақшаға үнемі тәбеті қашып келетін. Барлығын тауысып жеу қажет деген ата-анасының қатаң талабына сай, ол да тәрелкесіне салынған барлық асты ойланбастан жеп алатын. Олардың тағы бір ұстанымы оны тамақтандыру қажет, әйтпесе ол өзі әлі тамақтана алмайды. Шынымен де 3 жастағы Славик жасына сай өз бетінше тамақтана алмайтын. Өйткені оның ондай тәжірибесі де жоқ болатын. Міне Славиктің балабақшадағы алғашқы күні оны тамақтандырып отырып, баланың жүзінде эмоцияның жоқтығын байқадым.
Қасықты жақындатсам болды, аузын ашады, шайнайды да жұтынады. Тағы бір қасық, аузын ашады, шайнайды, жұтынады. Айта кететін жайт, балабақша аспазы ботқаны жөнді әзірлей алмайтын. Құдды тартылыс күшіне бағынбайтын, ботқасы салынған тәрелкені төңкерсек, ыдыс түбіне жабысулы тұрған күйінде қала беретін. Сол күні көптеген балалар ботқаны жеуден бас тартты. Олардың мұнысын түсінуге болады. Ал Славик болса, тәрелкедесінің түгелін дерлік тауысты. Мен одан, саған ботқа ұнай ма деп сұрадым. Жоқ, деді ол аузындағысын жұтып болып. Тағы жейсің бе деп қасықты жақындаттым. Жоқ, аузын ашады да шайнап жұтып отыр. Егер ұнамаса жемей-ақ қой, дедім мен. Сөзіме таң қалғаны соншалық Славиктің қос көзі шарасынан шыға жаздады. Олай жасауға болатынын ол білмеген еді. Дәлірек айтқанда, ол өз қалауын орындауға болатынын білмеді. Жеп бітіру немесе қалдырып қою дегенді шешімді қабылдау ол үшін таңсық еді. Өз қалауын айтуды да өзгелердің соған құлақ асуы мүмкіндігін де білмейтін. Балаға не керек екенін баладан да артық білетін ата-аналар жайлы керемет әзіл бар. Петя, дереу үйге кір. Анашым, мені жаурады деп тұрсыз ба? Жоқ, қарның ашты. Алдымен Славик тамақтан бас тарту құқығына ие болғанына қуанып, тек шырын ішумен отырды. Кейіннен ас ұнаса тағы сұрауды, ал ұнамаса тәрелкені ысырып қоюды үйренді. Таңдау жасағанда тәуелсіз болуға дағдыланды. Уақыт өте келе біз оны қасықпен тамақтандыруды тоқтаттық. Ол өзі тамақтана бастады. Өйткені тағам табиғи қажеттілік. Сонымен қатар қарны аш бала үнемі өз еркімен тамақтанады. Мен еріншек анамын. Балаларымды ұзақ тамақтандыруға ерінетінмін. Бір жастарында өздеріне қасық ұстатып, олармен бірге отырып тамақтанатынмын. 1,5 жасқа жеткенде менің балаларым шанышқы ұстауды да меңгерді. Әлбетте, олардың өздігінен тамақтануға әбден машықтанғанынша үстелді де, еденді де тазалауға, тіпті баланың өзін де күніге тамақтанып болған соң жуындыруға тура келеді. Бірақ бұл менің үйретуге ерінемін, одан да барлығын өзім тез-тез жасайын. Мен өзім жасауға ерінемін, одан да бар күшімді үйретуге салайынның арасындағы таңдауым. Тағы бір табиғи қажеттілік зәр шығару. Славик үнемі шалбарына дәрет сындырып қоятын. Славиктің анасы біздің таң қалған түрімізге қарап бізден 2 сағат сайын баланы әжетханаға апаруды өтінді. Мен үйде оны барлық қажеттілігін өтемейінше горшоктан тұрғызбаймын. Демек, 3 жастағы балабақшада үйдегідей оны дәретханаға ертіп апаруын, өзін басқа адамның дәрет сындыруға көндіруін күтетін болды. Кейде ол дәретханаға баруды күтпей-ақ әдетінше шалбарына жіберіп қоятын. Ал дымқыл шалбарды ауыстыру да ол үшін тәрбиешіден көмек сұрау керектігі де оның ойына кіріп те шықпайтын еді. Егер ата-аналар балалардың қалауын алдын ала біліп отыратын болса, бала өзіне қажеттіні түсініп, өзгеден көмек сұрау керектігін ұзақ уақыт бойы үйрене алмайды. 1 аптадан соң дымқыл шалбар мәселесі табиғи жолмен шешілді. Славик дәретхананы нұсқап, менің дәрет сындырғым келіп тұр деп өз тобына дауыстап хабарлайтын болды. Ешқандай педагогтық ғажайыпсыз-ақ, осы жаста баланың физиологиялық ағзасы оның өзіндегі процесті бақылайтын дәрежеге дейін жетіледі. Славик әжетханаға барғысы келетінін сезетін және өз бетінше бара алатын, тек оған өз қажеттілігін түсінуге мұрша бермеген үлкендер оның дәрет сындырып болғанын өздері күтетін болғандықтан, Славик өз бетінше орындайтын әрекетті ертерек жасай алмады. 1-2 жастағы үйреніп алатын әрекетті 3 жасқа келгенде меңгере бастау әрине мақтанарлық жайт емес. Балабақшада барлық балалар өздігінен тамақтануды, дәретханаға баруды, киінуді үйреніп, өздері айналысатын бір іс табуға дағдыланады. Сонымен қатар олар мәселелерін шеше алмаған жағдайда көмек сұрауға бейімделеді. Мен балаларды балабақшаға мейлінше ертерек тапсыруға үгіттемеймін. Керісінше, сәби үшін 3-4 жасқа дейін үйде тәрбиелену дұрыс деп санаймын. Жай ғана баланы шектен тыс қамқорлықпен қыспаққа алмайтын, жетілу үшін еркіндік берілетін ата-ана көрсетуі тиіс саналы мінез-құлық туралы айтқым келеді.
Бір күні үйіме 2 жасар баласымен бірге құрбым қонаққа келді. Сосын үйге қонатын болды. Ол тура 21:00-де баласын ұйықтатуға алып кетті. Баласының ұйықтағысы келмеді, қашқақтаумен болды. Қырсығып бақты, бірақ анасы оны кереуеттен түсірмей қойды. Мен құрбымның көңілін барынша аулауға тырысып, меніңше оның әлі ұйқысы келген жоқ дедім. Әрине келген жоқ, өздері енді ғана келді, ойнайтын жаңа адам табылды. Жаңа ойыншықтар да бар, оған бәрі қызық қой. Бірақ құрбым сөзіме құлақ аспай баласын ұйықтатуды жалғастыра берді. Қарсыласу 1 сағатқа созылды. Ақырында бала ұйықтады. Ізінше менің балам да ұйқыға кетті. Бәрі оп-оңай. Бала шаршаған сәтте өзі-ақ кереуетіне жатып ұйықтауға көшеді. Мен еріншек анамын. Мен баламды сағаттап ұйықтатып отыруға ерінемін. Ерте ме кеш пе оның өзі-ақ ұйықтайтынын білемін. Өйткені ұйқы табиғи қажеттілік. Демалыс күндері мен ұйықтағанды жақсы көремін. Жұмыс күндері менің жұмыс уақытым 6:45-тен басталады. Өйткені 7:00-де балабақша ашылған сәтте есік алдында жұмысқа асыққан әкесі әкелген бірінші бала кезекте тұрады. Ерте тұру мен секілді үкі үшін қиын. Әр таң сайын кофе ішу барысында әлі сенбі күні ұйқыңды қандырасың деп ішімдегі үкіні тыныштандырамын. Бірде сенбі күні 11-лер шамасында ояндым. 2,5 жастағы ұлым тоқаш жеп мультфильм көріп отыр екен. Теледидарды ол өзі қосқан, ол қиын емес, батырманы бассан болды. Мультфильмі бар DVD дискіні де өзі тапқан, тіпті өзі айран мен жүгері қауызында тауып алыпты. Жерде шашылып жатқан қауыз, төгілген айран және кір жуатын орындығы лас тарелкеге қарап, оның таңғасын ішкенін және артын жинауға барынша тырысқанын байқауға болады. 8 жастағы үлкен ұлым үйде болмады. Кеше ол досымен және оның ата-анасымен бірге киноға бару үшін сұранған еді. Мен еріншек анамын. Ұлыма сенбі күні тым ерте тұруға ерінетінімді айттым. Өйткені өзімді бір апта бойы асыға күткен ұйқы атты бағалы мүмкіндіктен айырғым келмейді. Егер киноға барғысы келсе, өзі оятқышты қойып, өзі оянып баратын жеріне өзі жиналсын дедім. Балам әйтеуір ұйықтап қалмапты. Негізінде мен де артық етпес деген оймен оятқышымды қосып ұйықтадым. Ұйқылы ояу ұлымның қалай жиналғанын да естіп жаттым. Есік жабылғаннан кейін ұлымның досының анасынан оның аман жеткені және бәрі жақсы екені туралы хатты күттім. Алайда досының анасы маған хат жолдайтыны туралы балам білмейтін. Сонымен қатар мен ұлымның самбоға арналған сөмкесін тексеруге және бассейнге түсіп келгеннен кейінгі киімдерін құрғатуға ерінемін. Егер өзі көмек сұрамаса, оның сабағына көмектесуге де кірісе қоймаймын. Қоқыс төгуге ерінемін, сондықтан мектепке барар сәтте ұлым қоқысты өзімен бірге ала кетеді. Сонымен бірге ұлымнан маған шай демдеп компьютердің жанына әкеп беруін де өтіне алам. Жылма-жыл одан сайын жалқауланып бара жатқан секілдімін. Дегенмен үйге әжеміз келген кезде балаларым түбегейлі өзгеріп кетеді. Шалғайда тұрғандықтан әжелері бір аптаға келеді. Үлкен ұлым сол мезетте-ақ өздігінен үй тапсырмасын орындай алатынын, түскі асын жылыта алатынын, өзі бутерброд жасап, портфелін жинап таңертең мектепке бара алатынын да ұмытып кетеді. Тіпті жалғыз ұйықтауға да аяқ астынан қорқып қалады. Міндетті түрде жанында әжесі отыруы қажет. Ал біздің сүйікті әжеміз мен секілді еріншек емес. Егер ересектер үшін бұл қолайлы болса, балалар өз бетінше әрекет етуді қойып, оларға тәуелді болады. Еріншек ананың пайда болу тарихы. Әлеуметтік желіде маған айтыңызшы, сіз еріншек анасыз ба деген күтпеген сұрақ қойылды. Бұл не? Қандай да бір келемеж бе? Есіме бірден Аким Яковтың нақты мекен-жайы жоқ хатқа байланысты міндетін орындап жүретін кедей пошташы туралы икемсізге бер атты балалар өлеңі түсті. Не деп жауап беру қажет? Ақталайын ба? Барлық тәжірибе қабілет міндеттерімді тізіп шығайын ба? Мүмкін еңбек кітапшамның көшірмесін жіберермін. Сонда қалай деп нақтылап сұрадым. Сұрақ басқаша қойылды. Еріншек ана жайлы мақаланың авторы сіз бе? Иә, мен.
Бірақ алғашында бұл пікірлерім мақала болған жоқ. Аса бір танымалдылығы жоқ психологиялық форумдардың бірінде өскелең ұрпақтың артта қалуы және оның себептері жайлы тақырып қозғалған болатын. Тіпті онда қазіргі буынның әлсіздігі мен кемшіліктері де кеңінен талқыланды. Қысқаша айтқанда, айтылған сан түрлі пікірлерді бір сөйлемге жинақтауға болады. Шіркін, біздің кезіміздегі балалар қандай еді, немесе біздің мен бұлардың кезінде деп басталатын данагөй сөзге сыйдыруға болатындай. Одан кейін былай деп санамалап айтуға да болады. Мәселен, 5 жасымда дүкеннен інімнің сүт тағамын лезде әкеліп беретінмін. 7 жасымда інімді балабақшадан өзім алып кететінмін. 10 жасымда жанұям арнап ас әзірлеуі менің міндетім еді. Тағы да басқа. Ата-ана мен баланың мінез-құлықтары арасындағы өзара байланысты былай деп ирониялық түрде жеткізгенім есімде. Егер аналар сәл де болса жалқау кейпіне еніп, балалары үшін барлығын өздері жасамағанда, балалары өз бетінше өмір сүруді үйренер еді. Егер байқап қарасақ, шын мәнінде де солай. Соңғы 10 жылдықта балалардың болмысы нашарлап кеткен жоқ. Олар физикалық түрде әлсіреген жоқ, еңбекке де қабілеттерін жоғалтпады. Дегенмен, олардың өздері-ақ жасайтын әрекеттерге қатысты өз қабілеттерін көрсету мүмкіндіктері азая бастады. Неліктен? Өйткені баланың өз бетінше әрекет етуі анасының уақытын үнемдеп, оған қолғабыс болуға мүмкіндік беретін жанұя үшін өмірлік басты қажеттілік болудан қалды. Сонымен бірге баланың өз бетінше өмір сүруі ата-ана санасында қауіптің синониміне айналды. Ал балалар жай ғана балалар емес, өз ата-аналарының балалары, яғни барлығы өзара байланысты отбасылық жүйенің бір мүшесі болып табылады. Ата-ананың мінез-құлқы өзгерген сәтте сәйкесінше балаларының да мінез-құлқында өзгерістер пайда болады. Егер біз барлық дүниені баланың орнына жасай беретін болсақ, балада дамуға деген ынта жоғалады. Керісінше, ересектер баланың күш-жігері жететін істерді бала үшін атқаруды доғарса, сәби өзіне қажетті істерді өз бетінше жасай бастайды. Шамадан тыс қамқорлыққа қарама-қайшы болған жалқаулық жайлы өмірлік мысалдар мен форумдағы талқылаулардан туындаған ойлардың жиынтығы ретінде блогымдағы жазбалар пайда болды. Кенеттен журнал редакциясынан біз бұны мақала ретінде шығарсақ қарсы емессіз бе деп ұсыныс айтқан редактор, бұл нағыз жарылыс болғалы тұр деп қосып өтті. Расымен де ақпарат жарылысқа айналды, жарылды, іске асты. Менің мақаламда ата-аналар форумында дәйек сөз етті. Блогтарда, әлеуметтік желілерде, тіпті шетелдік танымал ғаламтор көздерінде таратуға кірісті. Мысалы, испан тілінде аудару барысында Славикті Себастьян деп өзгерткен. Күнделікті портфолиомен алмастырған. Ата-анасы, яғни мен, испандық нұсқада шай емес кофе әкелуді сұрағанмын, өйткені шай Испанияда аса танымал сусын емес екен. Еріншек ана болу жақсы ма жаман ба деген қызу таластар барлық жерде пайда бола бастады. Ондай орындарда бала өмірге дайын болу үшін оны осылай тәрбиелеу керектен бастап, олай болса не үшін баланы өмірге әкелеміз, қызмет етсін деп пе деген мәселеге дейін қамтылған. Шын мәнінде адамдар бір-бірімен емес, өз болмыстарымен айтысып жатқандай. Әркім мақалаға қатысты немесе жеке оқиғасын балалық шағынан, таныстарының өмірінен мысалдар келтіре отырып пікір білдірді. Өкінішке орай ғаламторда мақаланың бірнеше қысқартылған нұсқалары таратылып кетті. Қалай болса да, оны бір журналдың көлеміне сыйдыру керек болды. Сондықтан менің жазбамды шынайы жалқаулық турасында емес, баланың өз бетінше әрекет етуін дамытуға жағдай жасау жайлы айтылғаның барлығы бірдей ұға қоймады. Балаға деген селқос қарым-қатынасқа, ата-аналық немқұрайлыққа әкелетін еріксіз түрдегі ерте әрекет етуді айтпағанымды түсіне алмады. Неліктен мен еріншек анамын мақаласының астына жазылған. Мен де еріншек анамын, күні бойы компьютер алдындамын, ұйықтаймын, теледидар қараймын, ал сәбиім өзімен өзі ойнайды деген пікірлерді оқып алаңдай бастадым.
Бұл жағдайда мен өзім жеткізгім келген ойымды қате қабылдағанын қаламас едім. Баланың өзін-өзі ойнатып өзіне қызмет ете алғаны жақсы, бірақ үнемі өзімен өзі болғаны жақсы емес. Олай болса, бала бұндайда дамудан қалыс қалады. Ананың жалқаулығының негізінде немқұрайлылық емес, балаға деген қамқорлық пайда болуы қажет. Сол себепті балалардың талаптарын орындап, олардың орнына әлдене жасауға ерінетін еріншек ананың жолын таңдадым. Ол ерінеді һәм сонымен балаға барлығын өзі жасауды үйретеді. Сенсеңіз, бұл да оңай жол емес, бәлкім бұл жол көбірек күш-қуат жұмсауды да талап етуі мүмкін. Шынайы жалқаулық мұның маңында да жоламас еді. Әлбетте, 5 жасар баланың ыдыс жуып болғаннан кейін тағы да еденге шашыраған суды сүртіп жүргенін күткенше, ыдысты өзін жуа салғанын артық. Сондай-ақ бала ұйықтағаннан соң ол жуған ыдыста қалған май қалдықтарын қайтадан жууға тура келеді. Егер 3 жасар балаға гүл суаруға рұқсат берсең, оның бірден икемге келе қоймасы анық. Бала гүлді құлатып, топырағын жерге шашып алуы мүмкін. Болмаса құйған суы құмыраның жиегіне ағып кетуі де ғажап емес. Бірақ іс-әрекетті жасау арқылы ғана бала сол іске қолын үйреті, себеп-салдарды түсініп, өз қасиетін түзей алады. Барлық ата-ана тәрбие беру барысында таңдау жасауы қажет. Істі өзі тез жасап бітіру немесе баланы бір нәрсеге үйрететін мүмкіндікті пайдаланып қалу. Екінші нұсқаның екі артықшылығы бар. Баланың дамуы, бала үйренгеннен соң ата-анада бос уақыттың пайда болуы. Бала біраз істі тындыруды үйреніп, жұмыс жасау қолынан келген кезде, анасы да өзіне жалқаулануға ерік бере алады. Енді міне мұны тура мағынасында түсінуге болады. Өз бетінше әрекет етпегені қандай тиімді? Не деген қате тұжырым? Егер баласы өз бетінше әрекет ете алмаса, неліктен бұл ересектерге тиімді? Өз бетінше әрекет ете алмайтын баланың тиімділігі неде? Ойлап қарасақ, тиімділігі өте қарапайым екен. Бұл жағдайда ересектер өзінің орнын ешкім баса алмайтынын, маңызды жан екендігін, ерекше қабілетті екенін іштей дәлелдегендей болады. Бұл өзінің қадірлі екеніне өзі іштей сенімсіздік танытқан жағдайда қажет болады. Міне осындай сәтте ол менсіз ештеңе істей алмайды деген сөйлемді ол болмаса менің қадірім білінбейді. Себебі менің қадірімді көрсететін балам ғана деп аударуға болады. Балаға тәуелділік баланы тәуелді етуге итермелейді. Түпсана өзінше былай ойлай бастайды. Егер ол өздігінен ештеңе жасай алмаса, онда ешқайда алыстап кетпейді. Мәңгі бақи менің жанымда қалады. Мейлі 20 жаста да, мейлі 40. Мен оған үнемі қажетпін, демек мен ешқашан жалғыз қалмаймын. Көп жағдайда адамдар бұлай ойлағанын сезбей де қалады. Ана өзінің ой-санасында баласының өмірде жолы болмауы мүмкін деп шынымен алаңдауы мүмкін. Алайда түп санасында бұл сценарийді ол өзі құрастырады. Тәндік тұрғыдан ересек көрінгенмен шын мәнінде есеймеген, өз бетінше өмір сүре алмайтын талай жанды жолықтырдым. Әрі олар өз-өздерін бақылауға машықтанбаған адамдар еді. Тіпті шешім қабылдап өзіне жауапкершілік алуға бейімделмегендер де болды. Мен жоғары сыныптарға дейін ата-анасы үй жұмыстарын қадағалаған кейбір оқушыларды да кезіктірдім. Сондай-ақ өмірде не қалайтындарын, қандай мақсатпен оқып жүргендерін білмейтін студенттермен де жұмыс жасадым. Олар үшін әрдайым ата-аналары шешім қабылдайтын, қай кабинетке кезекке тұрып, қай жерден талон алатынын да білмей адасатындықтан аналары дәрігердің қабылдауына өздері ертіп апаратын ер азаматтарды да кезіктірдім. Киім сатып алуға анасын ертпей бара алмайтын 36 жасар әйелді де көргем. Есею және ер жету мағынасы бірдей ұғымдар емес. Егер мен балаларымның өз-өзіне мұқият қарайтын, ынталы, жауапты адам болғанын қаласам, онда осы қасиеттерді үйрету үшін жағдай жасауым қажет. Егер ананың, әкенің немесе балаға бас-көз болатын басқа ересектердің баладан басқа да қызығушылықтары болса, баланың өз бетінше әрекет етуіне жол ашылар еді. Көп аналарға қажетті мынадай оймен бөлісейін: бала сіз үшін бірінші орында болмау керек. Мен үшін бірінші орында өзім. Себебі дәл қазіргі сәтте мен өз өмірімді балаларыма арнайтын болсам, тек қана солардың қалаулары бойынша өмір сүретін боламын. Демек, 10-15 жылдан кейін сол қалпымда қалып қоюым мүмкін.
қалайша балаларымсыз күн кешемін, өзімен өзім қалай өмір сүрмекпін, оларды бақытты ету үшін өмірлеріне аралас деген арбаудан өзімді қалай тежемекпін. Ал олар болса, олар үшін барлығын жасап, шешім қабылдайтын мына менсіз қайтпек. Сондықтан балаларымның басқа менің өзім сүйікті жарым, жұмысым, ата-анам, достарым және жеке қызығушылықтарым бар. Олардан бөлек осындай нәрселер барда, балаларымның барлық қалауы әп-сәтте орындала қоймайды. Анашым, су құйып берші. Қазір балам, жазбамды аяқтап болған соң құйып беремін. Анашым, қайшыны алып берші. Газдың жанына кете алмаймын, ботқам күйіп кетеді. 1 минут күте тұр. Бала шамалы уақыт күте тұра алады, немесе өзі кесені алып суын құйып ала алады. Қайшыға қолы жету үшін кішкене орындыққа мініп ала алады. Менің ұлым көбінесе екінші нұсқаны таңдайды. Ол күткенді ұнатпайды, сол үшін қалағанына қол жеткізудің тәсілін міндетті түрде табады. Әрине, бұл дегеніміз баланың әрбір өтінішіне осылай жауап қайтаруымыз керек деген сөз емес. Өйткені бала өзі-ақ жасайын десе, ол үшін әлі де оңайға соқпас іс-әрекеттер жетерлік. Әйел адамның келістерін кейінге қалдырмай-ақ дәл сол сәтте жасай алатын да дүниелері болады. Мысалы, анасы өзіне су құйып жатыр. Егер сол мезетте сәбиіне де су құйып беруден бас тартса, ақылға қонымсыз болар еді. Сол үшін сіздерден өтінерім, тым қатты әсірелеп жіберуден аулақ болалық. Ал мен өз бетімше әрекет ете аламын ба? Негізінде ата-ананың ең басты міндеті баланы өз бетінше әрекет ете алатындай етіп тәрбиелеу. Бұл дегеніміз өз бетінше ойлану, өз бетінше шешім қабылдау, өз бетінше қажеттіліктерін жүзеге асыру, өз бетінше жоспар құрып әрекет ету, өз ісіне өзі баға беру. Өз бетінше әрекет ететін адам не қалайтынын да сол нәрсеге қалай қол жеткізетінін де біледі. Ондай адам ешкімге бағынышты болмайды. Бұл сөзіміз ол жалғыз дегенді білдірмейді. Бұл дегеніміз ол өзгелермен қарым-қатынасты сенсіз менің қолымнан келмейді, сен де менсіз ештеңе істей алмайсың деген өзара тәуелділікпен емес. Бұны сенсіз де өзім жасай аламын, бірақ сенің жаныңда болған ұнайды деген көңіл қағидасына сай құрады. Психологиялық түрде кемелденген тұлға өз бетінше әрекет етеді. Ол өз айналасында дәл өзінде психологиялық тұрғыда жетілген жандардың болғанын қалайды. Ал әдеттегідей ортақ тәуелділікке негізделген қарым-қатынасты құру үшін тәуелділерді бір-біріне тартып жүреді. Мен бұрынғыдай күйеуімді сүймеймін, бірақ мен онсыз өмір сүре алмаймын. Барар жер, басар тауым да, қаражатым да жоқ. Ол менің көзіме шөп салып жүргенін білемін, бірақ оған мойын сұнуға дайынмын. Өйткені ол менің асыраушым. Бір жағынан оған керек екенімді де білемін. Себебі ол үй шаруасына икемсіз. Тіпті жұмыртқаны да жөнді қуыра алмайды. Оның үстіне күйеуім ұлымызды жанындай жақсы көреді. Ал ұлымыз мені қатты жақсы көреді. Жақсы көретіні соншалық менсіз ұйықтай алмайды. Жасы 5-те. Алайда ол менің қашанда жанымда. Үнемі бірге ұйықтап, бірге ойнаймыз. Қызығы ол ауладағы балалардан гөрі менімен ойнағанды ұнатады. Бұл әйел шынайы махаббаттың белгісі деп алға тартып жатқан мысалдары шын мәнінде тәуелділіктің айқын белгісі. Бала анасымен бірге уақыт өткізгенді ұнатса, бұл махаббат. Егер 5 жастағы бала анасынсыз уақыт өткізе алмаса, бұл бағыныштылық. Жұбайы екеуінің арасындағы шиеленіскен қарым-қатынастан кейін әйел бейсаналы түрде ұлын өзіне тәуелді етіп алған. Біз бұны шынайы жақсы көруге жатқыза алмаймыз. Жолдасының тарапынан өз қадірін сезіне алмаған әйел өзінің аналық ықпалын пайдалана отырып өзіне жетіспей тұрған нәрсені осылай баласының есебінен толықтырмақшы. Ал бұның нәтижесінде бала өз құрдастарымен араласқанда талай қиындықтарға тап болуы мүмкін. Әрине, бұл анасы үшін тиімді болмақ. Егер оның ұлы өз қатарларымен дұрыс араласа алмаса, демек ол тек анасымен сөйлесуге мәжбүр болады. Осы себепті де анасы өзін жалғыз сезінбейтін болады. Ерлі-зайыптыларды бір-біріне деген тәуелділік емес, керісінше шынайы сезім байланыстырса, олар тек қана балаға қарап отырмайтын болады. Өйткені олардың бір-бірімен бөлісер дүниелері, баласыз айналысар істері бар. Сондықтан баланың өз бетінше өмір сүруіне қатысты жұмысты ең алдымен өзіңнен бастаған жөн. Бәрінен бұрын мына сұраққа жауап беріңіз. Ал мен өз бетінше өмір сүре алатын жанмын ба?
Мен баламды өз бетінше өмір сүретін адам боп тәрбиелегім келеді, бірақ маған атасы мен әжесі кедергі жасайды. Мен балаға өзі тамақтансын деп қасық беремін, ал оған әжесі тамақ бере бастайды. Оның киімдерін орындықтың үстіне қойып өзі киінуін сұраймын, бірақ баланы әжесі киіндіруге кіріседі. Аз ғана уақыт болсын ұлымның өз бетінше ойнағанын қалаймын, бірақ немерелерім бір сәтке де жалғыз қалдырмайтындықтан онымен бірде атасы, бірде әжесі ойнайды. Не себепті ата-әжелеріміз осындай кезде дәл осылай әрекет етеді? Неліктен олар қыздарының, келіндерінің ойымен санаспайды? Жауап тым қарапайым. Қызы ата-анасымен бірге солардың шаңырағында, солардың қол астында өмір сүреді. Тұрмыс құрмаған, жұмыста жасамайтын қызды да оның ұлын да ата-анасы асырап отыр. Яғни қыздары тәуелсіз емес. Қыз ата-анасына қарап қалған, осындай тәуелділіктен арылмайынша оның қалауы да елеусіз қалмақ. Оның үстіне жағдайда олар үшін тиімді болмақ. Қыздары бағынышты күйде бойжеткендіктен ата-анасы оған толық бақылау жасайтын болды. Ендеше олар үшін немерелерін де жан-жақты қадағалау мүмкіндігіне ие болу да маңызды. Баланы өз бетінше өмір сүретін жан етіп тәрбиелеу мүмкіндігі алдымен ата-ананың өзі, дәл сондай болмай тұрып пайда болмайды. Ал ешкімге масыл болмай өмір сүретін ата-аналар осындай жағдайда әжелермен қалай бір шешімге келеді? Кейде олар үзілді-кесілді түрде ата-аналарына: апа, әке, егер сіздер менің тәрбие берудегі қағидаларыммен санаспайтын болсаңыздар, сіздермен байланысымды шектеуге мәжбүрмін. Өзін-өзі басқара алатын тәуелсіз адам ғана өз ережелерін орната алады. Сәйкесінше басқалар да оның пікіріне құлақ асады. Ал тәуелді адамның ойын елемей-ақ қоюға да болады, себебі ол бәрібір сенен сырт айналып кете алмайды. Егер ата-анадан бөліну процесі әлі жүзеге аспай, оларға тәуелді болған күйде қарым-қатынас жасап жүрсеңіз, психологпен жұмыс жасап, жеке психотерапия курсынан өткен абзал. Кез келген мәселе кітаппен оқумен шешіле бермейді. Сыртқы пікір де жиі маңызды рөл атқарады. Ата-ана мен бала қарым-қатынасындағы немесе отағасы мен әйел арасындағы бағыныштылық әрбір мүшедегі қандай да бір жасырын қажеттілікті, не болмаса тиімділікті өн бойына сақтайды. Біз 10 жыл бойы бірге тұрып келеміз, ал әр күніміз менің шұлығым қайда деген сұрақтан басталады. Бұған төзу мүмкін емес қой. Бірақ сіз бұған 10 жыл көніп келдіңіз ғой, ал осы кезде отбасылық психологтың кеңесіне жүгінуге сізді не итермеледі? Ұлымыз дүниеге келді, ол сондай ғажап бала, ақылы да сирек, өзі тез жетіліп келеді, тілі де ерте шықты. Қазір 1,5 жаста болса да менен айтқан өлеңді қайталап айта алады. Мен бұл әйелдің бал-бұл жайнаған жүзіне қарап, оның өз ұлын мақтан тұтатынын аңғардым. Мұны жолдасыңыздың шұлығына не қатысы бар? Осы кезде оның эмоциясы мен интонациясы қайта өзгеріп: ұлым, менің шұлығым қайда деп күйеуімнен соңынан қайталайды. Ол ұлымызға қандай үлгі көрсетіп жатыр? Балам ертең қандай адам болып жетілмек? Түсінікті. Айтыңызшы, жарыңыз осылай шұлығын сұрағанда не істейсіз? Мен бе? Мен шұлығын әкеп беремін. 10 жыл бойы осылай жасадыңыз ба? Иә. Ал енді жан-жарыңыз үшін сіздің осылай жасауыңыз қаншалықты үйреншікті әдет болып қалған, елестетіп көріңізші. Оның сұрағаны сіз үнемі тауып беретін болғандықтан ол сұрайды, ал сіз тауып бересіз. Егер жарыңыз бұл әдетін қойсын десеңіз, бірінші өзіңізді өзгертуіңіз қажет. Оны қалай өзгертем? Өз шұлығыңды өзің тап дейін бе? Дөрекі естіледі. Сыпайылау нұсқасын ойлап көрсек. Шұлықтар жатын бөлмедегі шкафтың астындағы екінші сөреде жинаулы тұр. Сенікі сол жағында тұр. Шұлықтарыңыз үнемі бір орында жинаулы тұра ма? Иә. 1-2 рет ескерткеннен соң шұлығын қайдан іздеу керектігін жарыңыз есінде сақтайды деп ойлаймын. Ал ұлым ондай сұрақ қоймау үшін не істесем болады? Дәл осылай. Егер шұлықтар үнемі бір жерде тұратын болса, ол өзі-ақ мұны есте ұстайды. Сізге шұлықтар бізде осы жерде тұрады деген қарапайым түсіндірулер, шұлықты өз орнына қою қажет деген нұсқаулар, барып шұлығынды алып келе салшы, өтініш шұлығынды кеші деген сұраулар да көмектеседі. Балаңыздың шұлығын теріс немесе екі түрлі шұлықты бірден киіп алуына да дайын болыңыз. Есесіне ол барлығын өзі жасап үйренеді. Кейде бала туылғанға дейін әйелдер өз жұбайлары алдында ана рөлін ойнағысы келетін жағдайлар кездеседі. Мәселен, ол менсіз аш қалады, ол менің көмегімсіз шұлығын таба алмайды деп рөлге кіруі мүмкін. Күйеуім де Оля жейтін ештеңе таппай жатырмын деп өз рөлін ойнайды. Мұндай ойында екі адамның тарапынан да табылатын өздеріне түсініксіз қажеттілік бар, бірақ барлығын өзгертуге болады, егер өздері өзгерісті қаласа, әрине.
Балаға қандай ана қажет? Менің бала тәрбиесіндегі тәжірибемнің қалыптасуына ертеректе кездестірген екі әйел әсер етті. Екеуі де елуді еңсерген, күйеуі, балалары, немерелері бар. Екеуі де менімен бірге мемлекеттік білім беру мекемесінде жұмыс істейтін. Олардың өзара ұқсастықтары осы ғана. Ал олардың бір-бірінен басты өзгешеліктері әрқайсының өзіне деген көзқарасында болды. Біреуі есімі Тамара Петрқызы болсын, өзін толығымен құрбан ете алатын адам, ол өзін дәл осылай мақтанышпен атайтын. Ол сырқаттанып қалған әріптесінің орнына жұмысқа шығар кезде мұғалімдер бөлмесінде тұрып, мен білім беру ісі үшін тағы да өзімді құрбан етудемін деп жар салған болатын. Кейде өзі ауырып қалса да жұмыста жүріп-ақ жазыламын деп демалысқа да мүлдем шықпайтын. Ал өзіне бірдеңе бола қалса дәрігерге қаралатын уақыты болмағандықтан Тамара Петрқызы өзіне өзі жазып берген дәрілерді ішетін. Бәріміз де әлбетте оның ерліктеріне таңданатынбыз. Бірде ол өзіне ота жасалғаннан кейін сол мезетте ауруханадан шығып емтихан өткізген. Оған артылатын салмақ үнемі көп еді, тіпті нормадан жоғары болатын. Сондықтан өзінің артық сағаттарын басқа әріптесінің атына рәсімдейтін. Ол мұндай көп жұмысты балаларына жақсы жағдай жасау үшін ғана атқаратын. Бар жақсы балаларға деген нақыл сөз оның ұраны ғана емес, өмір сүрудегі қағидасы болатын. Қандай жағдай орын алмасын, ол ең алдымен балаларының қажеттіліктерін өтейтін. Тамара Петрқызы өте қарапайым түрде тамақтанып киінетін. Ол туралы тіпті қажетсіз дүниелерге назар аударып, көңіл көтеруге ақша жұмсау жайында мүлдем сөз қозғамай қоюға болады. Екіншісі Татьяна Павлқызы деп атайық. Өмір сүру үлгісі Тамара Петрқызына мүлдем ұқсамайтын жан еді. Ол өзіне мүлдем ауыр салмақ салмайтын, қажет жағдайда тіпті қорытынды емтихан кезінде де оның демалысқа шығуға батылы баратын. Денсаулығының әлсіздігін алға тартып, оқу жылының ортасында шипажайға аттану үшін ақысыз демалыс алатын. Ал оның бұл әрекеті Тамара Петрқызының ызасын келтіретін. Асханада кейде біреуімен, кейде екіншісімен, кейде екеуімен де бірге кездесіп қалатынмын. Тамара Петрқызы аса сөзі бар әйел, денсаулығының жайын әлсіреп жүргендігін айтып шағымданатын. Ал ауыр жұмыстан әбден шаршап келгенінде немерелерін бақтырып қоятын қайырымсыз балаларына наразылығын білдіретін. Ал өзі болса солар үшін еңбек етуде. Осы жайттарды айтқан сәттегі интонациясынан өзін құрбан ету рөлін сомдау Тамара Петрқызының сүйіктісі екенін аңғаруға болады. Және осы рөлі үшін ол мақтау да күтетін. Татьяна Павлқызы керісінше сабырлы, жылы жүзді еді. Ол өзі сөйлегеннен гөрі өзгелерді тыңдауды ұнататын. Кейде немерелер жайлы қызықты оқиғаларды айтып отырады. Бірде ол Тамара Петрқызынан мынадай сұрақ қойды. Егер жиі бас ауырып мазаласа, неге тексеруден өтпейсіз? Осы кезде Тамара Петрқызына бұрқ ете қалды. Қалғам, сізге айтайын, сіз тек өзіңізді ғана жақсы көресіз. Жеке қажеттіліктер сіз үшін бәрінен де маңызды. Сізде тексерілуде, шипажайда жоспарсыз демалыста жүзеге асуы мүмкін. Ал менің өзім туралы ойлауға уақытым жоқ. Жұмыста, балада, немереде, үйде маған арқа сүйейді. Екінші орында да тек соларды ойлаймын. Татьяна Павлқызы сәл кідірді де, алдындағы шайын қасықпен салмақты түрде араластыра отырып. Мен де жақындарымды ойлаймын, оларға өзі ауру, әлсіз, үнемі қыңқылдап отыратын, ашушаң, сосын өзгелерден алғыс сұрап тұратын тәтейдің не керегі бар деп ойлаймын. Жоқ, оларға сабырлы, дені сау, күш-қуаты мол, қолдауға, көмек көрсетуге қауқарлы ана мен әже қажет. Сондықтан мен өзімді ойлап, көңіл күйіме, денсаулығыма, күтіммен қараймын, жақындарыма жақын болып, оларға пайдамды тигізуім үшін мен өзімді жай ғана жақсы көремін. Ол жақта мен әлі ана болуды армандайтынмын, бірақ болашақ сәбилерімді сол кезден бастап жақсы көріп, бар жақсы балаларға деп іштей топшылайтынмын. Ал осы диалогтан соң мен барлық жақсылық материалдық игілікте жатпайтынын ұқтым. Жақсылық дегеніміз тығыз қарым-қатынас, көтеріңкі көңіл күй, мықты денсаулық. Балаға өзін құрбан ететін ана қажет емес. Балаға сүйікті де бақытты ана керек. Бұл дегеніміз өзіңді немесе жұмысыңды ысырып қою қажет деген сөз емес. Кей аналарға бақытты болу үшін көп жұмыс істеу керек. Бірақ мәселе аптадағы жұмыс сағатының мөлшерінде емес, мотивацияда. Ержеткен балалар үшін мен өмір бойы сендерге қызмет еттім. Сендер үшін мен болашақ мансабымнан бас тарттым деген екі сөз де ауыр тиеді.
Тіпті мынадай сорақы нұсқалар да бар. Сендерге бола тұрмысқа шықпадым, өгей әке болғанын қаламадым. Сендер үшін өзімді сүймейтін жармен өмір бойы бірге тұрдым. Сендер толық отбасында есейсін деп оның барлық қылықтарына шыдадым, тағы да басқа. Көбіне мұндай құрбандықты өзінің жақсы өмір сүре алмағаны үшін бар жауапкершілікті балаға аудару деп түсінуге болады. Өзін дүниеге әкелген анасының өзі үшін өмірде бақытты бола алмағанын түсінгеннен кейін бала қалай өмір сүрмек? Мәселе тек моральды азап шегуде болса ғана мейлі. Сценарийдің қалай өрбуі мүмкін емес екенін өзіңіз оқып көріңіз. Біріншісі, осыған дейін тура анаң жасағандай өз бақытыңды анаң үшін құрбан ету. Жалғызбасты ананың ұлы өзі жеке өмірін құра алмай 40 жасқа дейін бойдақ болып жүретін жағдайларды көрген де шығарсыз. Бұл саналы таңдау болса бір жөн. 20-да не 30-да болсын, баласы кез келген кездесуге аттанар сәтте анасының әрқашан жалған талмасы ұстайтын. Екіншісі, анасының жасағанын үлгі ретінде қабылдау және өз балалары болған кезде анасының жолын қуу, яғни балалары үшін өзін құрбан ету. Үшіншісі, арыз-шағымын сирек есту үшін анасынан алшақтау, мойнына артылып қойған кінәлі алулардан өзін қорғау. Мәселе мынада: сен үшін өзге жан құрбан болды деген қорытындыға келген кезде өзіңді мәжбүрлі түрде кінәлі сезінуден құтылу қиынға соғады. Төртіншісі, ең жағымдысы, бірақ бұл сирек жүзеге асатын жағдай, өзін-өзі жетілдіру, психотерапия, кітаптар, жетекші арқылы. Ер жеткен бала бәрібір де бақытты бола алады. Оның үстіне анасын бақытты ету де оның қолынан келеді. Дегенмен орындарын ауысқаны жақсы. Бақытты ана сәбиін бақытты болуға баулиды. Өйткені бала сөзбен ғана емес, көрсеткен іспен де тәрбиеленеді. Балаңыздың бақыты үшін өз бақытыңыздың құпиясын табыңыз. Құрбан болудың, қатты шаршаудың қажеті жоқ. Тек өзіңізге қамқор болуды ұмытпаңыз. Қай жастан бастап еріншек ана болған дұрыс? Аналар өздері қалаған жағдайда әрдайым уайымдауға себеп табады. Егер оларға қобалжымаңыз, баланың жанында күніне 24 сағат айналшықтап жүру міндетті емес десек, олар тағы да уайымдап. Ал егер олай жүрмесек, одан бала психологиялық зақым тимей ме? Немесе жақсы 24 сағат емес 22 сағат болса, ол аз ба көп пе дейді. Аналар күн сайын іштей уайымға салынып, өзіне сенімсіз боп қобалжи бастаған кезде дұрыс жолды табуға көмектесетін нақты әрі түсінікті бағдардың болғанын қалайды. Мұндай аналардың жиі қоятын сұрақтары: өз бетінше әрекет етуді қай кезден бастап дамытқан жөн? Қай кезден баланы қасық ұстауға үйрете бастаған дұрыс? Қай уақытта оған әжетханаға отыруды үйреткен жөн? Осы кітаптың мәнмәтіндегі ең басты сұрақ: бала қай жасқа келгенде еріншек ана бола бастаған дұрыс? Жауап: кез келген жастан. Өйткені еріншек ана болу өзіндік тәрбие жобасы емес, өмірлік пәлсапа. Сондықтан кез келген жаста еріншек анаға айналуға болады. Еріншек емес ана баланың киімін арнайы балаға арналған дегенде ешбір ұнтақ қоспастан тек балаға арналған сабынды пайдаланып өз қолымен жуады. Үтіктен бір елі ажырамай киімді де міндетті түрде екі жағынан үтіктейді. Баланың емізіктерін ғана емес, ойыншықтарын да суға қайнатып алады. Серуен кезінде жерге түскен қалақты бала еңкеймей жатып өзі көтеріп алады. Баланың өз бетінше орындыққа отыруына мүмкіндік берместен еріншек емес ана сол орынға өзі көтеріп отырғыза салады. Еріншек емес ана баласының күш қайраты жететінін білсе де, таудан сырғанап келе жатқан шананы өзі ұстап түседі. Жоғары шығару үшін де өзі жүгіреді. Еріншек емес ана баласына қатысты барлық ақпаратты есіне сақтап жүреді. Мәселен, ол баласының ертеңгі сабақ кестесін, мектепке не апару керектігін, экскурсияның қай уақытта басталатынын есіне шығармайды. Ал ол осылайша баланың қарапайым өзіне керек дүниені есте сақтау міндетінен айырады. Баласы жоғары сыныпта оқыса да, немесе өзінің қызуы көтеріліп тұрса да, еріншек емес ана таңертең ерте тұрып баласын мектепке шығарып салуға ерінбейді. Ал еріншек ана, ол үйретеді, айтады, көрсетеді, таныстырады, көмектеседі. Бірақ баланың қолынан келетін дүниені оның орнына жасамайды. Бала өседі, енді анасы оның үлкен өмірге аяқ басатынын айтады. Сосын баланың өмірінде орын алып жатқан дүниелерге деген жауапкершілікті біртіндеп өзінен бастайды. Қарапайым тізбек: алдымен сіз балаңызбен бірге бір іс атқарасыз, кейін ол оны өзі жасайды.
ал сіз оған сенім арта отырып оны көтермелеп қажет жағдайда оған қол ұшын бересіз. Нәтижесінде ол барлығын өзі істегендіктен сіз онымен мақтанатын боласыз. Анасының оны мақтан тұтатынын білу бала үшін маңызды, өйткені жетістікті сезіну дами беруге жол ашатын негізгі себеп. Балаға қанша жастан қасық ұстатқан дұрыс, ал бұрағышты ше? Балаға қашан қасық ұстатып үйрету қажет? Сіз бұл істі бала өзі қасыққа қызығушылық танытып, оған өзі ұмтылып, кейде тіпті сіздің қолыңыздан оны өзі тартып алғысы келген кезде бастаңыз. Немесе бұған ол өз қолымен белсенді түрде тамақтана бастаған шақта кірісіңіз. Қатып қалған қағидалар мен ұйғарымдарға емес, балаңыздың ынтасына назар аударыңыз. Егер ынтасы бар кезде қолына қасық ұстатпаса да, бала кейін ол құралды қолына алғысы келмей, өзін басқа адамның тамақтандырғанын талап ететін болады. Талап біреу, баланы бақылау және оның қалауына қарай жұмыс жасау. Мәселен, сіз бала қашан ұйқыдан ояну қажет деген сұраққа бас қатырмайсыз ғой. Әдетте бүлдіршін өзіне жеткілікті күш-қуат алған кезде ұйқыдан тұрады. Кереуеттің жиегінен бері ұстап алға ұмтылып, орнынан өзі түрегеледі. Сонымен қатар, ол сәтте ешкім оны қайтадан ұйқыға жатқызбайды, өйткені оған қажет болғандықтан ол орнынан өзі-ақ тұрды. Бала өз еркімен сөйлегісі келсе, ешкім оның аузына қақпақ болмайды. Бұлай жасау тіпті ақылға қонымсыз дүние, бірақ кейде осындай жайттар орын алады. Мен өзім киемін. Жоқ, сен баяу қимылдайсың, қане тезірек киіндіріп берейін. Оған қоса аналар қай жаста бала өзі киінуі қажет деп баланың жетістігін даму кестесімен өлшейді. Мен өзім барамын. Жоқ, сен құлап қаласың, қолыңды бер. Мен өзім апарамын. Жоқ, сен түсіріп аласың. Мен өзім ашамын. Сен аша алмайсың. Мен өзім құямын. Жоқ, өзім, сен төгіп аласың. Осылай біртіндеп бала өз бетінше әрекет етуге деген құштарлығын жоғалтады. Ең сорақысы, ол өзін ештеңе жасамайтын, қолынан түк келмейтін жан санайды. Сосын баланың санасында одан да менің орныма бәрін анамның жасағаны дұрыс деген қате пікір қалыптаса бастайды. Шынымен де анасы жақсырақ жасайды ғой. Менің бауырымның баласы 2 жаста, дегенмен оның бұрағышты ұстауға икемі бар. Оның отбасында ешбір жан өзіне балаға қашан бұрағыш ұстатып үйрету қажет деген сұрақ қойған жоқ. Олардың өзгелерден естіген қағидалары да жоқ. Ал ата-анасы болса, баласына бұрағышты ұстап үйрету қажет деп те ойламайтын. Бірақ бір күні балақай әкесінің қолынан бұрағышты көріп, маған да бер деді. Осылайша бұрағыш балақайдың сүйікті ойыншығына айналды. Әкесі болса, оған қалай бұрау керектігін көрсетіп, үйретіп, баласына шуруптарды бұрауға болатын арнайы тақтай берді. Бұл көрініс әрине қызық. Горшокта отырған бала бұрағышпен шегені бұрауға тырысып бағуда. Ал шын мәнінде осы тәсілмен моторика дамиды. Осылайша баланың өзіне деген сенімділігі де артады. Уақыт келді ме келмеді деп ойламаңыз. Қолынан келе ме келмей ме деп те алаңдамаңыз. Балаға бір байқап көруге мүмкіндік беріңіз. Жасай ала ма жоқ па? Оған өзі көзі жеткізеді. Дегенмен оған ешбір зиян тимесі үшін міндетті түрде баланың жанында болыңыз. Жұбайымыз екеуміздің арамызда бір келеңсіздік орын алды. Қазір ұлымыз 1 жас 4 айда. Балаға өз бетінше әрекет етуге мұрсат беру жайында тартысымыз көшеде басталды. Мен кей жерде демеп қолымды ұсынамын, ал күйеуім мұны артық санайды. Меніңше балаға қолыңды бергенде тұрған қорқынышты ештеңе жоқ. Осы тақырып бойынша ғаламторда мақалалар іздеп едім, түк таппадым. Осы жайлы не ойлайсыз? Менің ойымша, баланың қолынан ұстауды қашан тоқтату қажет деген тақырыпқа қатысты арнайы кеңес жоқ. Болуы да мүмкін емес. Тіпті мына кезде ұстамау қажет деп те көрсететін белгілі бір жас та жоқ. Өмірде 13 жасар баланы да қолынан ұстау қажет жағдайлар кездеседі. 1 жасында ата-анасының уысынан қолын суырып ап, саябақ жолдарында жүгіріп көгершін қуған баланы да қолынан ұстау қажет. Бұл мәселеде жасқа мән берудің қажеті жоқ. Жағдайға баға беріп, баланы бақылап, баланың күшін есептеп, қай нәрсеге әлі жетеді, қай нәрсеге келгенде жеткіліксіз екенін ескеру маңызды. Ол өзін қалай сезінетіндігіне де көңіл бөлуі керек. Егер бала төбешіктен өзіне сенімді түрде сырғанаса, ол ата-анасының көмегін қажет етпейді деген сөз. Ал егер тепе-теңдігін сақтай алмай, ата-анасынан жәрдем сұрағанда ересек адамның қолынан ұстаса, оған
міндетті түрде көмек көрсеткен жөн. Балаңызға сеніңіз, өзіңізге сенімді болыңыз. Егер бала өтініп тұрса, көмектен бас тартпаңыз. Бала өзінің қолынан келгендіктен көмек сұрамауы мүмкін, немесе ешкім қол ұшын созбайтынын біліп, әдейі өтінбеуі мүмкін. Екеуі екі түрлі тәрбиелеу үлгісі. Олардың да салдары да тағдыры да екі түрлі болмақ. Бала үнемі өтініш жасаған кезде көмек көрсету мен әдейі жәрдемдеспеу екі түрлі дүние. Сонымен бірге, әр кезде ситуацияда әртүрлі болуы мүмкін. Қалай әрекет ету керектігін түсіну үшін баланың не ойлап тұрғанын білу қажет. Оның өтінішінің арғы жағында еркелік, жалқаулық немесе мен қалай айтсам солай болады деген билеп төстеу ниеті тұруы да ықтимал. Кейде бұған шаршау да, өзіне деген сенімсіздік те, қамқорлықты қажет ету де себеп болуы мүмкін. Бала көмек сұраған сәтте шын мәнінде нені қалайды? Өзіңізді балаңыздың орнына қойып сөйлемді жалғастырып көріңіз. Менің орныма киімімді іле салшы. Мен ойнауға кеттім, не болмаса менің орныма киімімді іле салшы. Мен бүгін қатты шаршадым, ұйқым келіп тұр. Менің ұлым Арсений 12 жасында саусағын сындырып алғандығы себепті гипстанған кезде менен жейдесін шешіп беруді өтінді. Осы уақытта оның барлық қалауын орындаймын деп шештім. Бірақ шамалы күннен кейін ол бұл жайлылықты әбден үйреніп алды. Оң қолындағы гипс оған тамақ ішіп, тісін жуып, велосипед айдауға, компьютер тышқанын басқарып, тіпті баскетбол ойнауға. Анашыммен сол қолыммен ойнаймын ғой, мүлде кедергі келтірмейді екен. Есесіне гипс үй жұмысын орындап, мұғалімге ілесіп, оқу материалын жазуға қолайсыз болды. Шыны керек, оның жай ғана бұған ынтасы болмады. Қысқасы, 1-2 күннен соң ұлымның жейдемді шешші деген өтінішіне былай деп мысқылдап жауап беруіме тура келді. Мен бүгін аулада сенің баскетбол добын оп-оңай айналдырып жүргеніңді көрдім, сондықтан жейдені де шешуде қолыңнан келеді деген ойдамын. Дербестік және қауіпсіздік. Баланың өз бетінше әрекет етуі деген тіркес көп ата-аналарды алаңдататыны белгілі. Онымен қоймай, бұл кезде қорқынышты жайттар да ойдан шықпай қояды. Мәселен, қайғылы оқиғалар, нашар орта, жеңілтектік, ал бұлардың барлығы баланы қадағаламаудың салдары. Уайымнан арылу үшін өмір сүруге қажетті игілікке бастайтын дұрыс бағыт пен еш жақсылық әкелмейтін қауіпті бағыттың аражігін ажырата білу қажет. Мәселен, өз бетінше әрекет етудің дұрыс бағытында ата-ананың бақылауы қатар жүреді. Ал егер біз қадағалауды толығымен тоқтатсақ, бала өз бетінше әрекет етем деп бір жағдайға душар болуы мүмкін. Өз бетінше әрекет ету және бақылаусыз қалдыру синоним сөздер емес. Бақылаудың болмауы әлбетте өз бетінше әрекет етудің дамуына келеді. Бірақ бақылаусыз қалдырғанда түрлі жағымсыз салдардан қашып құтылу қиынға соғады. Баланы өз бетінше әрекет етуге үйрету отырып, оның шекараларын анықтап алу маңызды. Өскен сайын шекара кеңейе беруі керек. Шекара немесе шектеулер дегеніміз қауіпсіздіктен өзге адамгершілік пен отбасылық дәстүрге негізделген нормалар, ережелер, шарттар. Мұндай шектеулерсіз өз бетінше әрекет ету жүгенсіздікке һәм бақытсыздыққа ұрындырады. Сондай-ақ бала өз қауіпсіздігін жоғалтатындықтан бұл оған ешқандай жақсылық әкелмейді. Балам өз бетінше әрекет етсін деп оны үй ішін еркін кезуге жібермес бұрын, оның назарын аударатын, жолында кездесетін барлық қауіпті нәрселердің күні бұрын алдын алыңыз. Ең дұрысы, қауіп келтіретін дүниелерді жоғарыға қою. Бұл тұста рұқсат пен рұқсат еместің арасын ашып көрсету абзал. Бала орындыққа мінуді үйренген сәттен бастап қауіпті заттарды бұрынғыдан да биігірек, әлі алысырақ қойған жөн. Қоршаған ортаның қауіпсіздігіне сенімді болған кезде ғана 2 жастағы ұлым ояу жүрсе де алаңсыз ұйықтай беруге болады. Тек ешбір тескіш, не кескіш, күйдіргіш және улы заттар оған қолжетімді жерде болмаса болды. Әуелгіде рұқсат пен рұқсат жоқтың аражігі тек физикалық түрде болады. Алайда көп ұзамай бала шектеулерді, яғни ережелер мен тыйымдарды қабылдай бастайды. Мысалы, бала пышақты ұстауға болмайды, пеште тұрған ыдыстарға тиіспе деген сөздерді жиі еститін болады. Бала есейген сайын оған рұқсат етілген дүниелердің де ауқымы кеңейе береді. Пышақты ұстауға болмайды, уақыт өте келе ересектер бар кезде пышақты қолдануға боладыға ауысады. Содан соң күндердің күні өзін пеште тамақ пісірсең болады деген сөзді де естиді. Өсіп келе жатқан бала үшін шекараның кеңеюінің үлгілері. Бірінші,
Баланы қашан шомылдыру керектігін анасы өзі шешеді және оны өзі шомылдырады. Алғашында баланың өз бетінше орындауға тиіс әрекетінің шекарасы тек шомылуға ойыншық таңдаумен ғана шектеледі. Ал баланы ваннада жалғыз қалдыру меніңше ақыл-есі дұрыс ата-ананың ойына да келмейді. Бұл өте қауіпті, себебі бала ойыншыққа ұмтыламын деп тепе-теңдігінен айырылып, тайып жығылып суға тұншығуы мүмкін. Екінші, баланы қашан шомылдыру керектігін анасы өзі шешеді. Баласы өзіне ойыншық, сусабын, сабын таңдап өзі жуынады. Анасы бұл сәтте әрине жанында оның қалай жуынатынын қадағалап отырады. Керек кезде көмек те көрсетеді. Бірақ құр бақылап отыру жеткіліксіз. Баланы қауіпсіз жүріс-тұрысқа үйрету міндетті. Баланы еркіне жіберсең, су ішінде домалап, ваннада тұрып, басымен төмен қарай сүңгісі келуі мүмкін. Көрші пәтерлерді суға батырудың мың бір тәсілі де ол үшін тіптен оңай шаруа. Үшінші, бала енді ваннада қауіпсіз шомылуды жақсы меңгерген, ол шомылар уақытты өзі таңдайды, демек өзі шомылады және дұрыс жуынғанында өзі бақылайды. Ал анасы ше? Анасы қай уақытқа дейін суға түсіп, қаншалықты жиі шомылу керектігін айтады. Төртінші, бұл кезде балада тазалық туралы түсініктер нақты қалыптасқан және оның өз-өзіне қызмет ету дағдысы да жетілген. Сондықтан қашан шомылу керектігін ол өзі шешеді. Енді оның санасына ұқыпты кейіпте жүру ісі ілінеді. Сізде мынандай сұрақ туындағанын сезіп тұрмын. Бала қанша жастан бастап өзі шомылуға міндетті? Міндетті емес. Баламен болатын қарым-қатынаста міндетті деген ұғымды қолдану өзіме мүлде ұнамайды. Баланың қолынан келеді, бала қабілетті дегеніміз басқа әңгіме. Сондай-ақ оның кез келген дүниеге қабілеті жасына байланысты көрінбейді. Көп балалы ата-аналар жиі байқайтын бір құбылысты айтайын. Олар 5 жастағы бір баласын жалғыз өзін ваннада біршама уақытқа қалдырып кете алады. Өйткені олар оған еш қауіп төнбесіне сенімді. Себебі бала өте сабырлы да салмақты. Салмақтылығы сондай, қай жерге отырғызсаң сол жерден көтеріп ала аласың. Ал екіншісін тіпті 7 жасында да жалғыз қалдыра алмайсың, өйткені оның ессіз идеялары ата-анасын сезбей жатып ойына келіп үлгереді. Шынығу үшін мұздай сумен ваннаны толтыру зияны жоқ қой, десе де ол онда бәрібір де ұзақ шыдап отыра алмайды. Басқа да қашан деген сұрақтар да дәл осылай. Қай кезден бастап мектепке жалғыз жіберуге болады? Бұл мәселе сіздің тұратын жеріңіз бен ара қашықтыққа ең әуелі баланың өзіне байланысты. Егер мектеп үйіңіздің жанында орналасып, балаңызды терезеден көзбен шығарып сала алсаңыз, бұл бөлек әңгіме. Ал егер мектепке бару үшін бірнеше көшеден өтіп және көлік көп жүретін көшелермен жүру керек болса, ол бөлінде бөлек әңгіме. Өз бетінше әрекет етуге ұмтылып, мектепке үлкендерсіз баруды талап ететін балалар бар. Сонымен қатар жалғыз жүруге қорқып, үлкендерінен шығарып салуды өтінетін балалар да бар. Ішкі қорқынышты елемей қоюға болмайды, сондықтан баланы шығарып салу кезінде сол қорқынышпен жұмыс жасау қажет. Өз бетінше жүріп тұруға қорқыныш арқылы қол жеткізуге болады. Мен бұл жерде оны жеңу арқылы емес, онымен қатар жүріп өмір сүруді меңзеп тұрмын. Бірақ оның салдары есейгенде көрінуі мүмкін. Мысал келтірсек, 7 жастағы Ленаның анасы түнгі ауысымдағы жұмысына бару үшін қызын үйде жалғыз қалдыратын. Қызының қауіпсіздігіне анасы сенімді болды. Лена сабырлы қыз, күндес үйде жайбарақат жалғыз қала береді, демек оған кешке жалғыз өзі қалуға да ештеңе кедергі емес. Ол жай ғана ұйқыға жатады, ал оянған сәтінде де анасы үйге келеді. Керек жағдайда көрші әйелде үйдің артық кілті бар еді. Алайда Ленаның анасы түнде кереуеттің астынан құбыжық шығады деген қызының үрейін елеусіз қалдырды. Ол қорыққанынан Ленаның көрпенің астына тығылып жылайтынынан бейхабар еді. Тіпті анасы қызының су ішуге ас бөлмесіне немесе әжетханаға баруға жүрексініп, өзі жұмыстан келгенше күтіп жататынын да білмеді. Бүгінде Лена 30 жаста. Қызығы, ол қазірде де үйде түнгі уақытта жалғыз қалмайды. Күйеуі іссапарға кеткен кезде ол құрбысының үйінде түнейді. Балалық шақтағы психологиялық зақым бізді жағымсыз естеліктерге апарады, ал сол естеліктер жағымсыз эмоцияларды тудырады. Тиісінше онымен күресу де оңай болмайды. Мүмкін болса, бала өз бетінше әрекет етуге қатысты тәжірибесін қызық болатын сияқты бір байқап көру керек екен деген ынтамен жасаған дұрыс. Бұл жерде ата-анасының біз саған сенеміз деген бір ғана сөз жеткіліксіз. Өз бетінше өмір сүруді дамытудың мінсіз шарттары: қауіпсіз орта,
Баланың жеке ынтасы, үлкендердің сенімі. Баланың өз бетінше әрекет етуі және ата-ананың алаңдаушылығы. Меніңше, баланың өз бетінше әрекет ету дағдысын дамытудағы ең негізгі фактор бұл ересектердің өз үрейін басып, оны қолға алуы. Шынымды айтсам, балам қазір қайда екен деген күдікті ойдан құтылу үшін-ақ өзімнің еріншек ана екенімді ұмытып, баламды мектептен алуға өзім барғаным артық. Үлкен ұлымның мектептен өзі қайтатынына біраз болды. Оның өз кілті бар, есікті де өзі аша алады. Ұлым әжесі, анасы немесе күтушісі алып қайтатын қатарластарының алдында өзінің ересектігін көрсеткісі келеді. Ол мектептен шығып қарсы алдында мені көрді. Осы манда жұмыстарыммен жүрген едім, сендердің де сабақтарым бітіп қалыпты, дедім. Ертең үйге өзі қайтатынына сөз бердім. Баланың қауіпсіздік ережесін өте жақсы білетіндігіне көз жеткізіп, аз да болса жаным жай тапты. Алайда онымен қоса балам бұл уақытқа үйде болу керек еді ғой деген үрей қайта келеді. Басында сабақта ұстап қалды. Ұзақ киініп жатыр деп одан арылуға тырысамын. Артынша телефон соғып бастаймын. Баласына телефон соғып үрейін баса алатын қазіргі ата-аналар қандай бақытты дерсіз. Бірақ егер басқа телефон қоңырауына жауап бермесе, алаңдаушылық та арта береді. Асығыс киініп үйден ұшып шығасын. Сонда есікке дейін бірнеше метр болса да қолында кілті дайын тұрған мәз баланы көресің. Өзі келген. Қапай, есікті өзі ашуына анасы мүмкіндік бермеді. Үсті-басы сусу болған бала мектеп ауласында жасаған аққала жайлы қуанып айтты. Алғашқы қар ата-ананың сабақтан кейін бірден үйге қайт деген қатаң ескертуін ұмыттырып жіберетіндей керемет оқиға. Жаным жай тапқан соң неге қоңырауларыма жауап бермедің деп сұраймын. Қоңырауды естімедім деп жауап қатты. Әлбетте, мектеп ауласындағы асыр салып ойнаған балалардың у-шуы кез келген қоңырау үнін басатыны түсінікті. Әрине, алаңдап өз-өзіңізді жей беруге болады. Баланың өзінің еркіндігін көрсету әрекетіне қарамастан оны мектептен алып қайта аласыз. Әйтсе де жанды жегідей жейтін үреймен жиі ұшырасасыз. Бала есік алдындағы аулада жалғыз ойнағанда, жалғыз лагерьге барғанда, басқа жанкүйерлерімен бірге баскетбол ойынынан қайтқанда, құрбысын кешкісін қаланың екінші шетіне шығарып салуға барғанда, оқуға тапсыру үшін басқа қалаға кеткенде, алаңдауға себеп көп және ол заңдылық. Одан қашып құтылмайсың. Әйтсе де бір шешім ретінде баланы өзіңізге толық тәуелді қылып байлап қоюға болады. Ал ол балаға жақсы бола ма? Жоқ. Оған қоса ондай таңдау балаға деген қамқорлықтан емес, ата-ананың эгоизмінен туындайды. Мен өзіме жайлы болғанын қалаймын. Алаңдағым келмейді. Санамдағы үрейді баса алмаймын. Әрқашан көз алдымда бол. Өз өміріңді сүрме. Баласын алаңдау қалыпты жағдай. Алайда кейде алаңдаушылық өзінің шегіне шығып, баланың дамуына кедергі келтіретін гипер алаңдаушылыққа айналады. Алманы өзім жуамын. Жоқ, өзім жуамын. Сен дұрыс жумайсың. Сосын микробтар қалып қалады. Ойша балалар ауруханасының жұқпалы аурулар бөлімін елестетіп қоясыз. Құрметті аналар, алманы бала өзі жусын. Сіздің міндетіңіз қалай жуатынын қадағалау. Өзіңізді жұбату үшін бұл иммунитетке дайындық болады деп ойлаңыз. Әр шаңның өз дәрумені бар деген халық даналығы бар ғой. Ірімшікті өзім кесемін. Жоқ, пышақты ұстама, бір жеріңді кесіп аласың. Егер пышақ қолдануды үйретпесеңіз, әрине кесіп алады, сондықтан рұқсат беріп, пышақты қалай ұстайтынын қадағалау қажет. Саусағыңды кесіп алма деп еске салып тұру керек. Алиночка, балабақшадағы алғашқы күнін қалай өткізді? Алиночканың жасы 5-те және ол шынымен де бүгін балабақшаға бірінші рет барған еді. Бәрі жақсы, тамақтанды, ойнады, тіпті үлкен дәретке отырды. Үлкен дәретке ме? Қалай? Кәдімгідей унитазда. Ол құйрығымен унитазға отырды ма? Уайымдамаңыз, ол жер таза, оны ұдайы хлормен жуады. Ал құйрығын кім сүртті? Өзі. Өзі? Я, біздегі балалардың бәрі оны өздері істейді. Немен сүртті? Әрине әжетхана қағазымен. Бірақ мен үйде құйрығын тек сулы майлықтармен сүртемін. Қарапайым әжетхана қағазын қолданса не болады? Ол дұрыс сүртпейді, құйрығы қышып бастайды, қағазы қажап тітіркену тудырады. Ал егер басқа бағытта сүртсе, жыныс мүшесіне инфекция жұқтыруы мүмкін. Ал қолын дұрыс жумаса ше? Өмір сүру қандай қорқынышты еді. Әрине, ананың уәжі түсінікті, қызының игілігі. Қуанышқа орай ол игілік қыз үшін мәселеге айналмады. Қандай мәселе дерсіз? Ол қызда тек анасы бар кезде ғана үлкен дәретке отыру әдеті.
комплексі қалыптасуы мүмкін еді. Себебі тек анасы ғана бәрін қалай дұрыс және қауіпсіз істеу керегін біледі. Кей балаларда осы себепті психосоматикалық ішқатулар болады. Онымен шектелсе жақсы ғой. Басында балалар анасынан ажырамайды, артынша есейе келе үйден кете алмайтын болады. Баланың жазғы лагерлерден құр қалатыны аса үлкен мәселе. Алайда психосоматикадан қашып құтыла алмайсыз және үй балалары есейе келе саяхат пен іс-сапарлардан бас тартатын болады. Ал кейбіреулері іс жүргізетін дәрілерсіз шеше алмайды немесе психотерапевттің көмегіне жүгінуге мәжбүр болады. Қалай жақсы, дұрыс және қауіпсіз жасау керегін тек анасы білсе және ол қалай әрдайым қайталанып отырса, анадан алыстау шынымен де қорқынышты. Оған қоса көп жағдайда аналар басқалармен сөйлескенде өзінің баласына көңілі толмайтынын айтады. Ал бала болса сол жерде қалайша балаларға мұнша жоғары шығуға рұқсат беруге болады. Мұның балалар алаңына не керегі бар? Бәріне қарап үлгере ме? Олар балаларға түскі асқа сүйекті балық беріпті. Бала оны жей ала ма? Ол не аш қалады, не тамағында сүйек тұрып қалады. Жоқ, қарашы, әжесі оған қабығы алынбаған алма берген. Қабығын алып тастау қажет деп қанша айттым. Барлық нитраттар қабығына жиналады ғой дегендерді естіп тұрады. Бала, бұл әлем қауіпті, ненің дұрыс екенін анам ғана біледі. Анамнан ешқайда және ешқашан алыс кетпеймін деп ойлайды. Ал осылай ойлайтын балаға анасы, балам барып басқа балалармен ойнасаңшы. Ал жоғарыдағыдай ойлайтын бала ешқайда бармайды. Білесіздер ме, ол өзі соңында ұялшақ деп айтады. Ары қарай не болмақ? Баланы бақылау жайлы. Ата-ана бақылауының түр-түрі бар. Қорғаушы, бағыттаушы, тұншықтырушы, бұғаттаушы, ашуға тиетін, алшақтатушы. Егер ата-ана дер кезінде өз еркіне жіберіп бақылауды азайтуды ұмытатын болса, бірі басқасына тез ұласып кетеді. Бала 2 жасар кезде оның не жеп не қойғанын анасы бақылап отырса, әсіресе баланың аллергиясы болса, ол қалыпты жағдай. Алайда бала 7 жасқа толған және сыныптасының туған күніне шақырылған. Балалар көп ойынның қызығына кіріп шулап жүр. Оқтын-оқтын дастарханға жүгіріп келіп, бір нәрсені ала салып қайта ойнауға кетеді. Ата-аналар болса қызық әңгіме дүкен құруда. Тек бір ана ғана тоқтаусыз өз ұлын бақылап тұр. Дастарханнан зиянды аллергия тудыратын бір нәрсе жеп жүрмесін деп алаңдаулы. Витя, Витюша, не алдың ол жерден? Кәмпитті орнына қой, әйтпесе кетеміз қазір. Анасы Витюшаның әр қадамын бақылап отыр. Сол арқылы анасы ұлын қолынан келсе, үстелден бір нәрсе алып көр деген ойын ойнауға итермелеп тұр. Бәлкім бұл жолы ол ұсталып қалып жеңіске анасы жетер. Бұл ойын келесі мерекеде де жалғасатынына кепілмін. Анасының бақылауы ашуға тиетін деңгейге дейін жеккөрінішті болып, анасы ұлынан алшақтатады. Оған қоса мұндай бақылау өзін-өзі басқару мен жауапкершілік сезімінің дамуын бұғаттайды. Витяның жасы 7-де, ол өзі жеген нәрсе мен денесіне шыққан жаралардың арасындағы себеп-салдарлық байланысты анықтай алады. Кәмпитті алдың ба, сен оны жей аласың, бірақ одан кейін қолың қатты қышитынын білесің? Витя біледі. Ол өзі таңдау жасай алады, саналы және жауапты түрде. Бұл жауапкершілікті баламен бөлісуден қорықпау қажет. Мен балабақшаның аллергияға бейім балалар тобында тәрбиеші болып жұмыс атқардым. Топтағы әр баланың әртүрлі нәрсеге аллергиясы болды. Әр бала не жеуіне болатын, не жеуіне болмайтын анық білді. Балабақшада туған күнге байланысты кәмпиттер алып келіп бүкіл топқа дәм татқызу дәстүрі бар. Аллергияға бейім балалар тобында көбіне зиянды кәмпиттердің орнына піспе-нан немесе бисквит алып келетін еді. 4 жасар балалар мынадан да жаңғақ жоқ па деп сұрап, немесе маған болмайды, онда глютен бар деп бас тартатын. Ата-анасы оларға нені және не үшін жеуге болмайтынын түсіндірген, яғни себеп-салдарлық байланысты түсіндіріп, жауапкершілікті бөлісіп, бақылауды өзін-өзі бақылауға айналдырған. 1 сыныптың 1 тоқсанында анасы баласының мектеп сөмкесін қалай дайындайтынын бақылауы қалыпты жағдай. Барлығымыз солай жасаймыз. Баланы бақылау арқылы өзін-өзі бақылауға үйрету маңызды. Еш нәрсеңді ұмытпадың ба? Тексеріп көр. Қане күнделіктегі тізім бойынша тексерейік. Математика, оқулық пен жұмыс дәптеріңді салдың ба? Алайда егер бала үшінші сыныпта болса, ал анасы бояуларыңды салдың ба деп сөмкесін ақтаратын болса, бұл тұншықтырушы бақылау. Бейнелеу сабағына бояуларды алып бару баланың өз жауапкершілігі, тіпті ол салмағанның өзінде не болуы мүмкін?
сабаққа бояуларсыз барып ұмытшақтығының салдарын сезінеді. Туындаған қиындықты өздігімен шешетін болады. Мысалы, жанында отырған парталасынан бояуларын қолдана тұруды өтініп сұрайды. Егер онымен келісе алмаса да, тіпті екі алса да, бұл жағдай тәлім алуға болатын жақсы тәжірибе. Дұрыс тәлім: сөмкені мұқият жинау қажет, ал қате қорытынды былай болуы мүмкін: анашым, неге бояуларды салмағансың? Сенің кесірінен екі алып қалдым. Қате қорытындыға себепші баланың сөмкесін тексеретін анасы. Ол бақылауды өзін-өзі бақылауға ауыстырмаған. Мектептегі алғашқы күннен бастап сабақтағы жауапкершілікті балаға жүктеу де баланың дербестігінің дамуына үлес қоспайды. Егер балаға өзін-өзі бақылау тәсілдерін үйретпей, сөмкедегіні күнделіктегі тізіммен тексеру қажет екенін айтпай, сөмкені қалай жинағың келсе солай жина деп айтса, не болады? Ең жиі кездесетін жағдай: бала сәтсіздікке ұрынып, нәтижесінде оқуға деген жағымсыз көзқарас қалыптасады. Баланың даму аумағы деген түсінік бар. Бұл аумақты аттап өтіп, баланы әлі қолынан келмейтін, қалай істеу керегін білмейтін іске жұмсауға болмайды. Алдымен көрсетеміз, артынша бірге істейміз, сосын оның жасағанын бақылаймыз және соңында сеніп тапсырамыз. Міне осы сатылардың ретін сақтау, кезеңдерді аттап кетпеу маңызды. Бақылауының тұншықтырушыға айналып жатқанын қалай білеміз? Оп-оңай. Өзіңізге сұрақ қойыңыз: мен бақылағанда баламды жақсы көргеннен әрекет етемін бе, әлде өзімді жақсы көргеннен бе? Егер өзіңізді жақсы көргеннен және өз үстемдігіңізді көрсету ниетінен болса, бақылау қажеттілігі былайша түсіндіріледі: анам айтқандай істеу қажет, ал айтпаса істеудің қажеті жоқ. Анам жақсы біледі, анама құлақ асуым қажет, тіпті анам қателескеннің өзінде бәрі кейде қателеседі, сонда да анам айтқандай болады. Түсіндірмедегі ананың орнына әкені де қоюға болады. Одан еш нәрсе өзгермейді. Мұндай жағдайдағы баланың болмысы ата-ана үстемдігімен тұншықтырылады. Сондай-ақ ата-ананың бұйрығын олар бұйырғандай етіп орындау — бұл өз бетінше әрекет ету емес, тек орындаушылық. Тағы бір сұрақ: сіз балаға көмектесу мақсатында бақылайсыз ба, әлде өзіңізге деген сыни көзқарастан құтылу үшін бақылайсыз ба? Кейде ата-ана бақылауының қозғаушы күші мен жайлы не ойлайды деген ой болады. Егер бала оқулықты үйде ұмытып кетсе, мұғалім мен туралы не ойлайды? Егер бала мектепке кешіксе, ағылшын тілі пәні мұғалімі мен туралы не ойлайды? Егер балам университетті аяқтамаса, құрбыларым мен туралы не ойлайды? Бол, тез. Әлі жүрсің бе? Кешігесің қазір. Тез-тез жеп бол, бутербродты қой, кейін жейсің. Тіс тазалайтын уақыт болды, тез-тез шайна. Су іш, әйтпесе қақаланып қаласың. Ваннада ұйықтап қалдың ба? Шық бол, кейін. Алдымен аяқ киім, сосын күртеше. Қолғапты алдың ба? Кілтті ше? Жол жүру билеті ше? Бұрын қабырғалары өте жұқа жалдамалы пәтерде тұрған едім. Әр таң сайын көршімнің баласының мектепке жиналу процесінің еріксіз куәгері болдым. Яғни мен оның баласы мектепке барады екен деп топшыладым. Сол көршілерімен 9-шы қабатқа жеделсатымен бірге көтерілгенге дейін солай ойлап келдім. Көрші ана жақында сессия басталады деп шырылдады, ал баласы бәрін оқып үлгеремін деп мұрнының астынан мыңғырлады. Сөйтсе, мен оқушы деп жүрген былжыр бала студент болып шықты. Анасы оны бастауыш сыныпта да, жоғары сыныпта да, тіпті одан кейін де жетектеп, итермелеп оқытқанын болжау қиын емес. Ертең жұмысқа орналасқанда да оны анасы оятар ма екен? Бастауыш сыныптан-ақ балаға оятқыш қоюды үйрету қажет. Күнделікті тәжірибеге қарап, мектепке барар жол мен оған жиналуға кететін уақытты есептеп шығаруға болады. Қара, бүгін біз мектепке 20 минутта жеттік. Егер сен баяу, асықпай жүргің келсе, ертерек шығу қажет. Ал оған ертерек тұру қажет. Оятқышты қаншаға қоясың? Баланы кешікпеуге және уақытты өзі қадағалауға үйрету әсіресе бастауыш сыныптарда маңызды. Яғни оқуға деген ынтасымен үлгілі оқушы болу ниеті бар кезде. Мектепке уақытылы баруға деген мотивация бар кезде. Өйткені мотивациясы бар кезде жауапкершілікпен өз бетінше әрекет ету дағдысын дамыту әлде қайда оңай. Егер көрші студентті сабағына кешікпеу үшін оятуға және сессия уақытында күштеп оқытуға тура келсе, демек оның жоғарғы оқу орнында да оқуға мотивациясы жоқ деген күмәнім бар. Оған ол жерде оқу қажет емес. Бұл оның өз таңдауы емес. Бұл ата-анасының таңдауы, яғни бұғаттаушы бақылау. Егер олай болмаса, бәрі басқа сценариймен кетер еді.
Ата-ана сценарийі бала бизнес жоба ретінде. Жақын танысымен саябақта серуендеп жүрміз. Екеуміз де балаларымызды ертіп алғанбыз. Менің балаларым жүгіріп барып жол бойындағы белтемір мен әткеншектерді тізіп жүр. Ал оның баласы әлі құрсағында. Босанатын уақыты да таяп қалыпты, қуанышпен күн санауда. Бірталай сайтта ақтарып жүздеген пікір оқып, ең жақсы бесік арбаны, автоорындықты, тамақтануға арналған орындықты да таңдап қойған. Ол аз десеңіз перзентханадағы ең үздік дәрігерді де, пациенттің үйіне келетін педиатрды да, ең үздік массаж маманын да, ерте дамытуға арналған үздік мектепті, ағылшын тілінің үздік мұғалім мен теннис жаттықтырушысын да таңдап қойған. Дөңгеленген үлкен қардына қарап тұрып, ондағы жан иесі тенниспен айналысқысы келе ме екен деген ой туды. Оған қоса міндетті түрде би үйірмесіне беруге қажет. Арқасы тік болады, өзін жақсы ұстап үйренеді деп танысым баяндамасын аяқтады. Би ме? Күлкімді әрең тыйып тұрмын. Ол баланың биге қатысуына қатысты менің өз оқиғам бар. Біздің алдыңғы кездесуімізде дәл осы танысым маған MBA курстарындағы оқу туралы, стратегиялық менеджмент пен бизнесті дамыту жайлы айтқан болатын. Дәл осы қарқынмен айтып еді. Ағылшын тілінің ең үздік мұғалімі мен теннис жаттықтырушысы. Кенет санамда бір ассоциация пайда болды. Бала осы анасының бизнес жобасы. Алайда балаға бизнес жоспарлағандай көзқараспен қарауға болмайды. Бала бұл өмірге біздің үмітімізді ақтап, біздің жоспарымыз бойынша өмір сүру үшін келмейді. Оның бұл өмірде өз міндеттері бар. Яғни бала біздің жалғасымыз емес, ол тәуелсіз тұлға. Баласының қандай да болу керектігі туралы ата-ана үміті баланың шын мәнінде қандай екенін көруге кедергі келтіреді. Ал танысым болса 6 жылдан кейін құрбыларының балалары оқитын жақсы гимназия орналасқан ауданға көшудің жақсы болатынын айтуда. Өте жақсы гимназия. Үлкен балаңның мектебін қалай таңдадың? Құрбымның тосыннан қойған сұрағы ұя тыңдап отырған күйімнен оятты. Сол сәтте балаларымның болашағын дұрыс жоспарламайтыным үшін өзімді кінәлі сезіндім. Үйге қайсысы жақын, соны таңдадым. Маған мектептің есік алдында орналасқан ұнайды. Балам 1-ші сыныптан бері сабаққа өзі барып қайтады. Болды ма? Болды. Ал мұғалімді таңдап едің? Жоқ. Өмірде балаға түрлі адам кезігеді. Мектептегі түрлі мұғалімдер, колледж немесе институттағы түрлі оқытушылар, түрлі жұмыс берушілер, олардың талаптары мен мінездері де әртүрлі болады. Мен өмір бойы оның айналасын таңдап бере алмаймын ғой. Менің міндетім балама кез келген адаммен араласып, байланыс орнатуды үйрету. Оған қоса үздік мұғалім мен үздік мектеп оқудағы жетістіктің кепілі емес. Кез келген мұғалімнің сыныбында үлгерімі жақсы мен нашары да бар. Онда бала жақсы оқу үшін не істеу қажет? Не үшін міндетті түрде жақсы оқуы қажет? Жеке өзім баламның өзін жайлы сезінуіне мән беремін. Сол мектепте, сол мұғалімдермен, сол балалар тобында балам өзін жақсы сезінеді. Үлгерімге келсек, меніңше ол көбінде оқытушыға емес, ата-ананың әрекеттерінен байланысты. Танысым үнсіз қалды. Артынша ана ретіндегі өмірімнің бастапқы кезеңіне қатысты сұрақ қойды. Ал дамыту мектебін қалай таңдадың? Ешқалай. Біз оған барған да жоқпыз. Мен еріншек анамын. Баланы ерте оятып сабаққа баруға еріндім. Одан гөрі қалаған уақытта оянып, асықпай таңғы ас ішіп, жақын маңдағы саябақта серуендеп қайтқан артық. Құммен ойнап, бүршік санап, таяқшаларды көлемі бойынша орналастырып, тиындарды тамақтандырған жақсы. Спортшы. Айкидоға қатысады. Неліктен айкидо? Балам өзі ұнатты, өзі таңдады. Мәнерлеп сырғанаудан бастағанбыз, бірақ бір айдан соң Арсений мұзда сырғанаудан түбегейлі бас тартты. Сен оны көндіруге тырыспадың ба? Жоқ. Егер баланың жаны қалайтын, өзі қызығып баратын нәрсені табуға болатын болса, оны өзіне ұнамайтын нәрсемен айналысуға үгіттеп қайтесің? Музыка мектебінде жарты жыл дайындалып кеттік. Балет мектебіне кастингке де бардық. Менің 7 жасар баламды ары-бері сынап көрген соң, балетке арналған физикалық қабілеті бар екенін және қатысса болатынын айтты. Мен балетке өзімді қабылдағандай қуандым. Бала күнгі арманым еді. Мәнерлеп сырғанау да балалық арманым. Мен тұрған қалашықта балетте мәнерлеп сырғанау да болмады. Арсений есімді тез жидырды. Анашым, сен менің кастингке барғанымды қаладың емес пе? Мен бардым, бірақ балетпен айналыспаймын. Ал мен болсам өзімді көрермен қатарында ұлыммен мақтанып, көзіме жас келіп отырған сәтті елестетіп қойып едім. Алайда менің сценариім ұлымның сценарийімен үйлеспеді.
білмеймін енді деп күмәнмен қарады танысым. Мысалы, ата-анам мені музыка мектебіне баруға мәжбүрлеген. Мен оны қаламасам да аяқтап шықтым. Ал қазір оларға алғыс айтамын, себебі артқа шегінбей қиындықты еңсеруді үйретті. Ата-анаға алғыс айту жақсы әрекет, бірақ қиыншылықты еңсеріп жаңа шыңдарды бағынуды өзін таңдаған әрі өзіне ұнайтын нәрсемен айналысып жүріп те үйренуге болады. Сонда көңіл-күйің де, басқа күшің де көп және мотивацияң да ерекше болады. Уақыт басқалардың қалауына құрту үшін тұрмайтындай өте құнды ресурс. Сен қазір аспапта ойнайсың ба? Жоқ. Ән айтасың ба? Үйде немесе караоке клубта? Жоқ, ән айтпаймын. Егер музыка мектебінен кетсең неме айналысатын едің? Танысым ойға шомды. Көңілі түсіп, ойлары балалық шаққа саяхаттап кеткендей. Мен көркем мектепке баратын едім. Сол кезде оларға оқытушы жетпеген, құрбым барған еді және мені де өзімен бірге шақырған болатын. Бірақ екеуін де бірден оқу мүмкін емес еді. Сабақ кестесі сәйкес келмеді. Ата-анам музыка мектебінде қалуымды қалады, себебі ол уақытқа дейін бірнеше жыл қатысып жүрген едім. Бастаған істі тастауға болмайды. Ал қазіргі жұмысын немен байланысты? Білесің ғой, жарнамалық полиграфия, кәдесыйлар. Білемін, тек сенің өз аузыңмен айтып қазіргі ісіне қайсысы жақын екенін салыстырғаныңды қаладым. Музыка мектебі немесе көркемдік мектеп? Танысым үнсіз қалды. Артынша қабағын түйіп, менің еркін таңдау туралы теориямды қиратуды көздейтіндей сұрақ қойды. Ал сен бала күнінде немен айналыстың? Психологиямен десем күлкі қылатын анық, жоқ әрине. Бала кезімде мектепте қуыршақ театры болатын. Біз қойылымдармен балабақшаларға барып, балаларға жол жүру ережесі туралы ертегіні көрсететінбіз. Мен ол кезде күндердің бір күні балабақшаға бұзық от құйрық түлкінің анасы ретінде емес, тәрбиеші ретінде келемін деп армандайтынмын. Тағы не бар еді? Мәдениет үйіндегі би үйірмесі, балалардың қуанышты ортасында өнер көрсететін едік. Қысқы демалыстың бәрінде жаңа жылдық мерекелерде жұмыс істеп, балалармен шыршаны дөңгелектене айналатынбыз. Сол балалармен шыршаны айналу маған биден де қатты ұнайтын. Көркем өнер мектебі классикалық сурет өнеріне қарағанда қолданбалы интерактивтік өнер қаттырақ ұнайтын. Түрлі материалды қолданудың түрлі тәсілін үйрену ұнайтын. Бұл тәжірибе сауықтыру лагеріне, балабақшада, тіпті колледждегі балалармен жұмыс істегенде де көп іске жарады. Өйткені студенттік топтар арасында кейде қабырға газеті, үгіт-насихат плакаты және түрлі қолөнер конкурстары ұйымдастырылып тұратын. Көркем өнер мектебіне алғыс айту себебім тек бұл емес. Оқу барысында композиция мен суретті сезу қабілетім қалыптасты. Артынша осы қабілетіме психология саласындағы білімім қосылып, нәтижесінде балалардың суретінен олардың эмоциясын оқитын болдым. Оған қоса олармен бірге сурет сала отырып, олардың эмоциялық күйін дұрыстай аламын. Одан бөлек ересектердің өмірінің қай саласы құрдымға кеткенін көп жағдайда байқамайтын немесе байқағысы келмегендіктен сыртқа шығарғысы келмейтін мәселелерді көрсететін коллаждарды оқимын. Бәлкім көркемдік мектеп болмаса, арт-терапияға мұнша құштар болмас едім. Бұрын шаңғы секциясын тастап кеткенмін, себебі ең баяуы мен болдым. Баскетболды да тастап кеткенмін, өйткені доп басыма тиеді деп қорқатынмын. Көркем өнер мектебіне барғанша қорқынышымды жеңу немесе шаңғы тебуді жалғастыру қажет педі. Психолог пен арт-терапевттің көмегі қажет. Қазіргі клиенттердің жағдайы бұрын баскетбол ойнап үйренгенмен жақсарып кететін беді. Сөзімді дәйектей түсу үшін танысыма Даша есімді тәрбиеленушім жайлы айттым. Дашаның анасы қызы тумай тұрып, оның гимнастикашы болатынын және міндетті түрде чемпион болатынын шешіп қойған. Ол да ең үздік жаттықтырушыны тапқан. Алайда жаттықтырушы Дашаға қарап, оның гимнастика үшін толықтау екенін айтқан. Күнлі түскен анасына қарап, қызы арықтай алатынын айтып, жарты жылдан кейін қайта келуге шақырды. Анасы қызын аздыруға бел буады. Ресей гимнастикасының үміті аптасына 5 күнін және күніне 10 сағатын өткізетін топтың тәрбиешісі ретінде маған оның рационын қадағалау тапсырылды. Ешқандай қоспасыз, ешқандай нансыз, бесіндікке бөлке нан мен піспе нан бермеңіз. Ал Даша көздері мөлдіреп нан сұрап тұрды. Оған қоса ол шулы белсенді ойындарды жақтырмайтын. Табиғаты баяу әрі арманшыл. Даша бояулармен өз жасына сай керемет суреттер салатын.
даша қатаң рационға қарамастан жарты жылда арықтамады. Ал мен болсам бар қабілетімді салып анасының назарын қызының суреттеріне аудардым. Қараңыз, бұл жастағы балалардың көпшілігі сюжетті суреттер сала алмайды. Әдетте парақ беті шимай шатпақпен қалай болса солай толтырылады. Басы қайсы, аяғы қайсы ажырата алмайды. Қараңыз, қызыңыз бояулармен эксперимент жасауда. Оларды араластыруды өзі үйренді. Даша таңнан кешке дейін сурет салып отыра алады. Оның бейнелеуге деген қабілеті өте жақсы. Оны осы бағытта дамыту қажет. Анасының құлақ асқанына шүкір. Даша да қатардағы гимнастшының орнына керемет суретші болу мүмкіндігі пайда болды. Ой, ол нақты емес қой, деп күмәнмен қарады танысым. Қыздың талантты суретші болатыны нақты емес, тіпті ол бір жылдан кейін сурет салуды тастап кетуі мүмкін. Бірақ бұл жылы ол өзіне ұнайтын, жаны қалайтын, қабілеті бар іспен айналысатын болады. Гимнастикамен айналысып өзін бәрінен жаман сезінудің орнына жетістіктен көзі жайнайтын болады. Бала өзіне ұнайтын нәрсе арқылы жылдам әрі қалыпты дамиды. Ал игерген қабілеттер ақыр соңында өзімен бірге қалады және кейін басқа бір салада да іске жарауы мүмкін. Өмір бойы ұнаған нәрсесімен айналысуға болмайды ғой. Сен өзің соны қаламап па едің? Ересек өмірде жанымызға жайлы жұмыс істеу барысында осыған ұмтылмаймыз ба? Бала өмірінде өзіндік бағдарламасы бар, міндетті мектебі бар екені түсінікті. Алайда тым болмағанда қосымша білімі оның жан қалауымен болсын. Танысым тағы да үнсіз қалды. Үндемеу жақсы белгілі. Ол жан дүниесінде қызу талқы жүріп жатыр дегенді білдіреді. Әрине ол менімен келісіп, өзінің менің супер балам деген бизнес жобасынан бас тартуға әлі дайын емес. Екінші жағынан айқын қарсылық та көрсеткен жоқ. Бұл дегеніміз құрсақтағы нәрестеде таңдау еркіндігіне ие болу мүмкіндігі пайда болды. Балақай, мен теннисқа қарсы емеспін, өзің қаласаң болғаны. Баланы жеке тұлға ретінде қабылдамай тұрып, оның өз анықтама, өз тағдырын өзі шешу құқығын мойындамай тұрып, баланың өз бетінше әрекет ету дағдысын тәрбиелеу мүмкін емес. Немен айналысады, не ұнайды, неге сенеді? Баланың өз бетінше әрекет етуі және ата-ана перфекционизмі. Анасы өз ішіндегі перфекционисті тұншықтырмағанша балалар өз бетінше әрекет ете алмайды. Сәлем, кел шай ішеміз. Қазір дүкеннен шай келеді, деп әзілдеймін. Азық-түлікті үйге жеткізу қызметін пайдаланасың ба? Иә, ұлы мектепте барып басталғалы бері пайдаланамын. Баламды дүкенге жібердім. Шын ба? Ал мен болсам баламды дүкенге жалғыз жіберуге әлі дайын емеспін. Неге? Мен тіпті күйеуімді де жалғыз жібермеймін. Қайдағы жоқты сатып алады. Азық-түлікке әрдайым өзім барамын. Күйеуім жанымда сөмке көтеру үшін ғана жүреді. Неге? Не керегін мен жақсы білемін ғой. Онда сен оған не керегін түсіндір? Оны түсіндіру ұзақ. Мен басында тырысып көргенмін. Әйтсе де өзім барғаным жақсы екен. Мына фирманың былай аталатын шұжығын ал деп айтсам, ол болмай қалады. Кейін басқасын алуға тура келеді. Күйеуім телефон соғып, қайсысын алайын деп сұрайды. Сөйтіп бар тауардың тізімін теріп шығады. Құрамында не бар, жарамдылық мерзімі өтпепті ме, бағасы ше деп сұраймын. Осылай уақытым кетеді. Түсінемін, көп күшіңді алатын шығар, күйеуіне де өзің барғаның жақсы шығар. Иә, ол бұған мүлдем икемделмеген. Қанша рет бір сарымайға жұмсап едім, сонша рет басқасын алып келді. Бірде майлылық пайызы басқа, бірде жарамдылық мерзімі бітуге таяу, бірде мүлдем сарымай емес, сұйық май, бірде жақсысын алып келеді, бірақ бағасы тым қымбат. Бағаларын жаттап салыстырып, мынаның тым қымбат екенін түсінбедің бе деп айтамын. Шайға да белгілі бір талаптарың бар ма? Әрине, егер күйеуімді шай алуға дүкенге жіберсем, телефонында міндетті түрде қаптаманың суреті болады. Егер ол шай жоқ болса, күйеуің шұжыққа барғанымдай саған телефон соға ма? Иә. Қара, мен ұлымды дүкенге кез келген қара шай сатып ал деп жібердім. Ол шай күйеуінің телефонындағы суреттегі шай болмай қалуы мүмкін. Не істейміз? Оны ішпейсің бе? Ішемін әрине, қонақтамын ғой. Менің сүйікті шайымның сенде болмайтынына дайынмын. Әңгіме осында. Мен де кез келген шайға дайынмын, сондықтан ұлымды дүкенге еш қорықпастан жіберемін.
Егер ол қапшықшадағы шайдың орнына жапырақ шайын сатып алса, ештеңе етпейді, есесіне олардың айырмашылығы мен жапырақ шайын қалай дайындауды үйренеді. Егер ол қара шайдың орнына жасыл немесе каркаде алса, ондайда да шай бар екенін және олар дәмімен өзгешеленетінін білетін болады. Бір жағынан өзіне қандай дәм ұнайтынын анықтап алады. Әр сауда өмірлік тәжірибе. Егер мен тазартылған өсімдік майын алуды өтінсем, нәтижесінде ол тазартылмаған май әкелетініне де дайынмын. Олымен олардың арасындағы айырмашылықты талқылауға түрткі болады. Егер мен оған автоматқа арналған кір жуу ұнтағын алып келуді өтінсем, ол қолмен жууға арналған ұнтақты алып келсе, ештеңе етпейді. Мен жай ғана арасындағы айырмашылықты түсіндіремін. Келесі жолы ұнтақ алып жатқанда мұқият болады. Егер тым сапасыз, жарамдылық мерзімі өтіп кеткен бір нәрсе алса, сабырмен талқылап, онда қорытындыға шығарамыз. Бірақ бұл артық шығын ғой, бұған жайбарақат қарап отыра алмаймын. Мен шығыннан гөрі пайдаға ден қоямын. Тәжірибе жиналады, оның да құны бар. Мен ұлымның қателіктері мен кемшіліктеріне дайынмын. Қателік сабақ болады. Әрине, егер сын болмаған жағдайда ғана. Егер айтылған сын дөрекі, мазақ қылатын, кемсітетін болса, кез келген белсенділікті бұғаттап тастайды. Ең соңында кемшілігі бар саудаға сабырмен қарау үшін алдымен ішіңіздегі перфекционисті тұншықтыру қажет. Перфекционизм мен өз бетінше әрекет ету тек саудада ғана қақтығысып қоймайды. Перфекционистке бәрі мінсіз болуы қажет. Тым болмағанда соған жақын. Балаға еден жууды сеніп тапсыра ма? Жоқ, еден кір болып қалады ғой. Жансорғышпен тазалау ше? Жоқ, бала бөлменің ортасын ғана тазалап кереуеттің астын тастап кетеді. Одан да өзім істегенім дұрыс. Сабақты өзі істей ме? Қате болса ше? Кейін қайта жазуға тура келеді. Жанында болып әріптерді қалай жазатынын қарап отырайын. Ыдысты ыдыс жуғыштан алып шығара ма? Жоқ, ол тәрелкелерді араластырып қояды. Бір-біріне қарама-қарсы және көлемі бойынша орналастырмайды. Ойыншықтар ше? Өзім жинаймын. Оларды қалай жинау қажетін тек мен білемін. Ол қайтадан динозаврларды әскерлермен араластырып тастайды. Өткен жолы әкесімен жинап еді, бәрін шатастырған. Кейін арттарынан тағы бір рет жинап шықтым. 3 түрлі құрастырғыштың бөліктерін қалайша бір қорапқа үйіп қоюға болады? Барлық көлікте бір қорапта. Жеңіл көлік пен жүк көлігін бөлек қою керек деп қанша айттым. Мен қалағандай тазалықты ешкім орната алмайды, сондықтан өзім істеймін. Ал егер анасы әрқашан бәрін өзі істейтін болса, балаға өз дербестігін көрсететін мүмкіндік қалмайды. Еріншек ана болуға не кедергі? Әсіре алаңдаушылық, перфекционизм, баланың тағдырын басқару ниеті, шыны керек, баланың өз бетінше әрекет ету дағдысының дамуына кедергі келтіреді. Тағы не? Кәдуілгі уақыт жетіспеушілігі. Ол өзі қашан сабынданып болады деп күте алмаймын. Сабынмен ойнап, саусақ арасынан сабын көпіршіктерін шығарып ойнап кетеді. Оның ойнап болғаны күтетін уақытым жоқ, ұйықтау керек. Оны өзім тез жуындыра саламын. Ол тамақ істейді, артынан бүкіл асхананы мен жуамын. Мен тамақ дайындағаннан гөрі тазалағанын көп шаршаймын. Ас үйде көмектесудің қажеті жоқ, өзім тезірек жасаймын. Ой, қазір мысықтың артын тазаласын деп оның есіне салып көндіріп ынталандыруға тура келеді. Менде ондай бос уақыт жоқ, өзім тезірек тазалаймын. Ол сондай жайбасар, оның киінгенін күтем дегенше өмір өтіп кетеді. Ол үшін жарты сағат ерте тұру керек қой, одан да өзім тез-тез киіндіргенім жақсы. Уақыт жетіспеушілігінен бөлек ата-аналардың санасында анықтап орнаған түсініктер де кедергі келтіреді. Біздің міндетіміз баланы қиындықтан қорғап, қателіктен сақтау. Ниет өзі әрине жақсы, бірақ оны орындау мүмкін емес. Себебі кез келген адам ерте ме кеш пе қиындықтарға тап болады. Қателеспейтін адам болмайды. Керемет ата-аналардың қолынан бәрі келді делік, баланың жолында кезігетін қиындықтың бәрін өздері шешеді. Бірақ балаға дер кезінде көмектесу үшін ол бала жанында болуы қажет. Әрқашан жанында. Осылайша қиындықсыз өмір сүрудің ақысын бала өз еркіндігі мен тәуелсіздігі арқылы өтейді. Бірақ бұл да құтқармайды. Күндердің бір күні ата-ана да өмірден өтеді. Бала жалғыз қалады. Былай қарағанда, ересек болғанымен негізінде дәрменсіз. Жоқ, ата-ана міндеті балаға қиындықпен күресуді үйрету.
күш салып ол қиындықты шешуге үйрету. Бұл маңызды, бұл шынықтырады. Тұп-тура иммунитет шынықтырған секілді ұдайы физикалық жаттығу. Егер осыны игере алса, бала жасы қаншада болса да өзін қолға алып, ештеңе етпейді, мұны да еңсеремін деп айтатын болады. Қателіктермен де осылай. Егер қателіктің салдары өмір мен денсаулыққа қауіп төндірмесе, баланың қателесіп тұрғанын біле тұра, оны мақұлдауға болады. Жақсы байқап көр. Егер баланы өз қателіктерінің тәжірибесінен айырса, онда ол бағамдау, шешім шығару, алдын ала болжау және қателікті жөндеу мүмкіндіктерінен де айырылады. Ақылдылар өзгенің қателігінен сабақ алады деген гипотезалық тұрғыда дұрыс пікір. Алайда қалай дұрыс, қалай жақсы, қалай істеу керек дегенді білімді өз тәжірибесінен, қателерінің тәжірибесінен игергені жақсы. Қолғаппен жүргім келеді. Жоқ, қолғаптарын су болып қолың тонады. Биялай ки, олардан су болмайды. Су болмайды, қолғаппен жүргім келеді. Мен ғой білетін, ки деген соң ки. Былай істейік, балаңыз қолғаппен барсын, ал биялайды өзімен бірге алсын. Қолғап су болып қолы тоңғанда бала өзі-ақ биялайды сұрайды. Бұл өзінің жеке тәжірибесіне негізделген жеке шешім болады. Сурет салып жатқанда артық нәрсенің бәрін үстелден алып тастағаның жөн. Маған осы да жарайды. Сол сәтте бояу төгіліп альбомды былғайды. Міне жағымсыз тәжірибе болды. Артық нәрсені не үшін алып тастау жөн екені бірден түсінікті болды. Бұл жағдайда ең бастысы өзіңізді ұстап баланы мезі қылмау. Әне айттым ғой саған, құлақ асу керек, анаң айтқанда. Өз пікіріңізді тықпалаудан бұрын ықтимал салдарын ойлаңыз. Қайталаймыз, салдары өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіре ме? Егер олай болмаса, келесі сұрақты қоямыз. Салдарына шыдау немесе оларды орнына келтіру оңай ма? Егер солай болса, онда балаға өзі таяқ жеп сабағын алуға ерік беріңіз. Бала су төгіп алды, бала кесе сындырды. Бұл жақсы ма әлде жаман ба? Бұл жай ғана болған жайт, факт. Факт нейтралды. Ал ары қарай не болатыны ананың реакциясына байланысты. Анасы қорқып қалуы мүмкін. Ойбай, бала қазір ылғал еденге аяқ басып шұлығын су қылады. Кесе сындырды ма? Ойбай, сынығына аяғын жарақаттап алады. Сынығы теріге терең кіріп кетуі мүмкін. Құдай сақтасын. Ананың қиялы қорқынышты суретті салып қойғаны қашан? Бетперде киген хирургтар баланың аяғындағы сынықты шығару үшін ота жасауда. Қорыққаннан баланы басқа бөлмеге апарып диванға отырғызады. Әкесінен тазалық жұмыстары бітпегенше баладан көз алмауды өтінеді. Асханаға аттап баспаңдар. Сақтық ретінде балаға ол диванда отырса да тәпішке кигізіп қояды. Байғұс бала өмір қауіпті ме? Мен шарасызбын және жалғыз қауіпсіз орын диван деген қорытындыға келеді. Анасының төгесін деп айттым емес пе деген қорытындысы жағдайды тек ушықтырады. Оған қоса, ебедейсіз, барлық жерге мұрын сұғасын деп соңғы уақыттағы ағаттықтарының бәрін тізіп беру мүмкін. Одан бөлек, мына түрінмен үйде сауыдыс қалдырмайсың деген пайым да жасалуы мүмкін. Сөйтіп тәртіп бұзушыны асханадан қуып шығуы ықтимал. Бұл сәтсіз жағдай. Бала да өз-өзін солай бағалайтын болады. Бірақ анасы сабырмен жағдайды түсіндіріп беруіне болады. Себебі ондай жағдай бәрінің басынан өтеді. Иә, құманды тым қатты еңкейтіп жіберді. Иә, кесені үстелдің шетіне тым қатты тақап қойды. Біз бәріміз үйрену барысында қателесеміз. Егер анасы суды қалай құю керектігін сабырмен түсіндірсе, не үшін сақ болу қажет екенін түсіндіріп отырып, сынықтарды жинауға көмектессе, төгілген суды не істеу керегін айтса немесе балаға шүберек беріп бірге сүртсе, онда бала өзін дамытатын тәжірибе алады. Қателіктен дәріс шығарып оларды дұрыстау тәжірибесі. Сынған кесе, төгілген су, одан бөлек кез келген нәрсе баланың өмірлік тәжірибесі. Ол тәжірибе белсенділікті тежей ме, өз-өзін бағалауын түсіре ме, немесе дамыта ма? Мұның бәрі ересектердің әрекеті мен реакциясына байланысты. Жалқау ана тазалық жұмысының жартысын баламен бөлісіп, одан оның қолынан келетін көмекті көрсетуін өтінеді. Бала өзі киінгісі келмейді. Киінуді біледі, бірақ киінгісі келмейді. Колготканы, шалбарды, шұлықты өзі киес алса да, өзін киіндіргенін күтіп отырады. Бұл жұмысты сенен тез бітіретін ересектер барда әуреленіп не қажет? Кез келген белсенділік үшін мотивация немесе ынталандыру, стимул қажет. Біз барлық нәрсені екі себептен істейміз: қалаған соң немесе істеу қажет болған соң.
Қажеттілік екі себептен туындауы мүмкін: жақсы бір нәрсе алу үшін немесе жаман бір нәрседен қашу үшін. Демек, баланы іске қосу үшін не қажет екенін түсіндіру қажет немесе өзі қалайтындай қызықтыру қажет. Біріншіден, баланы кім бірінші киінеді деген ойынға тартуға болады. Екіншіден, ойын жағдайын жасауға болады. 5 минутта киініп әлемді құтқару деп аталатын атыс-шабыс фильмінің түсірілімі. Үшіншіден, мәмілеге келуге болады: сен шалбарды өзің ки, ал мен жейдені киюге көмектесемін. Төртінші, баланың жеке қажеттілігі арқылы әрекет етуге болады. Топқа ең бірінші болып барғың келе ме? Онда 10 минуттан соң шығуымыз қажет, тез киінейік. Баламның жасы 5-ке келді, тезірек жиналғанын қалаймын. Ал ол болса естімейді, балабақшаға кешігетініміз де оның көңілін түсірмейді. Ол бәрін өзі істейді, бірақ баяу істейтін сонша шыдамым таусылады. Мынадай күлкілі әңгіме бар: хабарландыру, жөндеу жұмысын жасаймыз. Жылдам, сапалы, қымбат емес. Осының ішінен 2 тармақты таңдаңыз. Мұнда да сол жағдай: балабақшаға жиналу, жылдам, сапалы, өз бетінше. Осылардың ішінен қандай 2 тармақты таңдайсыз? Жылдам әрі өз бетінше, бірақ мұнда сапа ақсандайды. Бірде тіс тазалауды ұмытады, бірде жейдесін теріс киеді. Жылдам әрі сапалы, ананың көмегімен іске асады. Сапалы әрі өз бетінше, мүмкін, бірақ баяу. Осы жас кезеңінде мектеп жасына дейінгі бала. Жылдам, сапалы, өз бетінше, тым жоғары талаптар. Осыны мақсат етіп алсаңыз болады, бірақ ананың жүйкесіне біраз жүк түседі, ашуланады. Ашу тәрбие процесінде нашар кеңесші. Бала робот емес. Оған қоса, егер бала бір нәрсені баяу істесе, еркеліктен ата-анасына құлақ аспайды деген сөз емес. Бәлкім оның өмір жылдамдығы, темпі сондай шығар. Оған қоса, ол нәтижеге жеке қызығушылық танытпады. Анасы балабақшаға уақытылы баруы тиіс, ал бала өзі қуана-қуана үйде қалар еді. Сіз асығып тұрсаңыз, балаға көмектесуге болады. Ал баланың өз бетінше киінуін кешігу жағдайында жағымсыз салдарды анасы емес, баласы көретін, яғни бала өзі кешікпеуге тырысатын кезде жаттықтыру қажет. Егер балада тез киінуге және өзі қаламайтын жерге баруға жеке мотивация болмаса, ешқандай ойын не мәміле көмектеспейді. Ондай жағдай оны киіндіре салыңыз, сонда сіздің де балаңыздың да жүйкесі сау қалады. Балабақшада жұмыс істеп жүрген шағымда көптеген баланы түрлі жағдайда көрдім. Бір балалардың жеке қызығушылығы бар кезде қалай жылдам киінгенін көрдім. Мысалы, аттракциондар саябағына жаңа ойыншық алу үшін дүкенге немесе досына қонаққа барарда. Дәл сол балалардың жеке қызығушылығы болмағанда қалай баяу киінгенін де куә болдым. Өз бетінше әрекет ету жеке қызығушылықпен немесе қажеттілікпен тез дамиды. Қысым арқылы саған айтып тұрмын, бопсалау арқылы, әйтпесе үйде жалғыз қалдырамын, сын арқылы, әрқашан ең соңғысын. Процесс туралы жағымсыз көзқарас қалыптасады. Одан кейін кез келген оңтайлы жағдайда бала өз бетінше әрекет етуден қашатын болады. Өз бетінше әрекет ету дағдысын дамыту — бұл әрқашан балаға оңтайлы мотивацияны табу. Мұнда әмбебап кеңес айту қиын. Балаңызды ынталандыратын нақты нәрсені іздеңіз. Қажетті сөздерді іздеңіз. Қандай жағдайлар әрекетке итермелейтініне қараңыз. Мотивацияны анаға не үшін қажет дегеннен емес, балаға не үшін қажет деген тұрғыдан бағалаңыз. Мысалы, менің үлкен ұлым Арсений бәтеңкесін тазалағысы келмеді. Себебі солай да бола беретін. Тазаланған бәтеңке балаға емес, анаға қажет. Мен оң бәтеңкені жалтыратып тазаладым. Оның жанында сол бәтеңке тым нашар көрінді. Содан кейін бұлай болмайтыны түсінікті болды. Нәтижесінде сол бәтеңкені Арсений өзі тазалады. Мотивация пайда болды. Ал кенже ұлым Сашаны ынталандыруға да тура келмеді. Аяқ киімді өзі-ақ тазалағысы келді. Ол 3 жасында менен аяқ киім сүртуге арналған арнаулы ысқышты сұрап алып, ешкім алып қоймасын деп қызғанып, күнде кешке бәтеңкелерін сүртетін. Жеке қызығушылықтың осы сәтін жіберіп алмау маңызды болды. Бұрын сол жаста Арсений де аяқ киімді өзі тазалағысы келетін, бірақ ол кезде кір микроб үстін бүлдіреді, ауырып қалады деп рұқсат бермеген болатымын. Өкінішке орай, мен де әрқашан еріншек ана болмадым. Егер бала өзі қалап, қызығушылық танытып тұрғанда, істеп көруге, үйренуге мүмкіндік бермесе, бала есейгенде ол қызығушылық қалмай да қалуы мүмкін. 5 жасар қызым үйге келгенде өзі шешінгісі келмейді.
Қайтсем болады? Қысым жасайын ба, сынайын ба, ұрсайын ба, деді бір танысым. Кейінмен отырып жалыққанда шешінеді. 4 жасымда балабақшадан үйге келіп пальтомен еденде ұзақ жататыным есімде. Сол кездің өзінде жалқау болған сияқтымын. Ата-анам мені көндірмеді, ұялтпады, асықтырмады және шешінуге көмектеспеді де. Жатып жалыққанда, ыстық ыңғайсыз болғанда шешінуге жеке мотивациям пайда болды, тұрып пальтомды шешетінмін. Бала құр жатса бір жон, ал ол пәтерді басына көтеріп айқайлап шешіндір мені десе, қалай жауап беру керек? Ең алдымен неге айқайлап жатқанын анықтаңыз. Мүмкін ауырып қалған шығар, онда оған көмектесу қажет. Егер бала ауырмаған, әрі физикалық, эмоциялық тұрғыда шаршамаған болса, артқа шегінбейтініңізді білдіріңіз. Ақыр соңында балаңыз жатып жылаудың пайдасы жоғын түсінеді. Мысалы, былай деуге болады: мен өзім шешінемін, сен де өзің шешін, қолыңнан келетінін білемін. Немесе: саған көмектесе алмаймын, қазір кешкі ас әзірлеуден қолым босамай тұр. Немесе: жоқ, өтініш, мұны өзің істе, сенің қолыңнан келеді. Өзіңізге жақын сөздерді теріп алыңыз. Не айтатыныңыз маңызды емес, қалай айтатыныңыз маңызды. Егер бала анасының үнінен сенімсіздік сезсе, бұл тағы біраз жыласа мақсатына жетесін деген белгі. Айтқандай, балаға шешінуге көмектесуден ешқандай да олы дүние көріп тұрған жоқпын. Егер балаға шынымен қиын болса, оған көмек қолын созған жөн. Бала горшокқа отырғысы келмейді. Оны қалай үйретеді? Байыппен, әрі сабырмен. Горшок балаға көрінетін жерде және әрқашан бір орында тұруы қажет. Бір күні бала өзі жүгіріп келіп оған отырады. Қандай жағдай болмасын, баланы горшокқа отыруға мәжбүрлеуге, күштеуге болмайды. Ұсынуға, өтініп сұрауға, тіпті үгіттеуге де болады, бірақ талап етуге болмайды. Баланы горшокта күштеп ұстап отыра алмайсыз, әйтпесе горшокқа қатысты өте жағымсыз сезімдері пайда болады. Бастапқыда не болса да мақтауды ұмытпаңыз. Бір нәрсені қалдырып кетсе де, немесе сізге сыйлық ретінде жалаңаш құйрықпен босқа отырса да, мақтаңыз. Қандай жағдай болмасын, балаға ұрсуға немесе оны ұялтуға болмайды. Ол былай тұрсын, тіпті горшок сөзін ашулы үнмен айтуға болмайды. Горшок не үшін? Не үшін горшокқа барамын деп айтпайсың. Өзіңізді балаңыздың орнына қойыңыз. Өзіңмен өзің өмір сүріп, қажетіңді бұтына шығарып жүресің. Кейін күндердің бір күні горшок пайда болады. Оған қоса бұрын қалыпты болған нәрсенің бәріне үлкендер ұрысатын болады. Одан туатын түйін горшок, жау, ол өмірді қиындатады. Балақайдың ылғалы шалбарын шешіп жатып асықпай, сабырмен мынаны түсіндіру қажет. Үлкен дәретпен кіші дәретті горшокқа жасау қажет. Шалбарың ылғал, жаман әрі жағымсыз. Шалбарың құрғақ болғаны жақсы. Горшокқа барам деп айту қажет. Келесі жолы горшокқа отыр. Біздің горшогымыз қайда еді? Күн бойына гигиенаның осы керемет құралын қолдану мүмкіндігі туралы бірнеше рет еске салу қажет. Одан бөлек горшокқа ойыншық аюды отырғызып, ертегі кейіпкерлері құрғақ шалбармен жүру мүмкіндігіне қалай қуанғандығы туралы ертегі айтуға болады. Осының өзі жеткілікті, қалғаны уақыттың еншісінде. Асықтырмаңыз, сабыр сақтаңыз. Горшокқа үйрену ата-ананың талпынысы мен педагогикалық тәсілдеріне ғана байланысты емес. Ол көбінесе баланың зәр шығару мен дефекация процестерін басқару қабілетінің дамуына байланысты болады. Тіпті 3 жастағылардың өзі үлкен болса да ұмытып шыдамауы мүмкін. 4 жасар балалардың өзінде апаттар болып тұрады. Бәрімізде баласының жарты жылдан-ақ горшокқа отыруды үйренгенін айтып мақтанатын таныстарымыз барын аналарға арналған форумдардан білеміз. Тынышталуыңыз үшін бір кеңес, сіз де солай айтыңыз. Жоқ, шын ғой, егер кейбіреулердің пікірі бойынша балалар 1 жасында горшокқа үйренуі тиіс болса, онда неліктен балабақшада 2 жасар балаларды әрдайым құрғақ киімге қайту киіндіруге тура келеді? Жүргектерді ұдайы пайдалануға үйреніп қалған қазіргінің балаларында кейде өзгеше тәуелділік пайда болады. Өз практикамда мұндай жағдайдың жүздегенімен таныс болдым. Бала қажетін жүргекке шығарғанды ұнатады және
горшокқа отырудан үзілді-кесілді бас тартады. Әйтсе де процесті жақсы түсінеді және басқарады. Мысалы, Настя есімді қыз 3,5 жасынан бері әжетханаға барғысы келетінін сезгенде жөргек кигізуді өтініп сұрайтын. Горшокқа отырудан үзілді-кесілді бас тартқан. Мәселе бірінші горшокта шығар деп пайымдаған ата-анасы басқа бірнеше горшок сатып алған. Түрлі формадағы түстегі горшоктар бірінің артынан бірі әкелінді. Сонда да Настя жөргек талап етті. Бір күні анасы эксперимент жасап көруге бел буды. Жөргек беруден бас тартты. Міне горшоктың түр-түрі қыз жылап шыдап бақты. Бірнеше сағаттан кейін қызуы көтерілгеннен соң анасы беріліп жөргек кигізді. Ал келесі күні ата-анасы маған психологиялық консультацияға келді. Настя кішкентай консерватор және жораларға берік, сондықтан оған жөргектен бас тартуға тура келеді деген ойды қабылдау үшін уақыт керек. Мен ата-анасына соңғы рет жөргектердің үлкен бумасын алуды және оны Настямен бірге жасауды ұсындым. Дүкенде немесе дүкенге шықпастан алдын үйде. Оған бұл шынымен соңғы бума екен. Енді Настяға жөргек алынбайтынын, үлкен қыздар оны қолданбайтынын және Настя жақында үлкен қыз болатынын айтуы қажет. Ата-анасы менің кеңесімде құлақ асты. Настя жөргек сатып алуға қатысты, тіпті кассада өзі төлем жүргізді. Міне осы әрекетті ересектік пен тәуелсіздікке, ал дербес ересек адамда жөргек қолданбайды, баулу деп атайды. Үйде қанша жөргек қалғанын бақылауды өзіне сеніп тапсырды. 3,5 жаста болса да санап білетін Настя оларды күніге кешке санап отырды. Ерте дамытуға қызығушылықтың қызық тұсы. Балалар горшок қолданбастан бұрын оқу мен санауды үйренеді. Настяға жөргектер біткеннен кейін қажетін қайда шығаратын таңдауды ұсынды. Горшок немесе унитаз. Бумадан жөргек шығарған сайын Настяға жақында бөпелерге арналған бұл көмекші құрылғыны мүлдем пайдаланбайтын есіне салып отырды. Сол кезде анасы мен әкесі жөргектен бас тартуды тойлау үшін отбасылық мереке ұйымдастыратын болды. Настя өз сыйлығында бұл мерекені тойлайтын жерді де өзі таңдай алады. Тәуелсіздікті көрсететін мүмкіндіктер мұнша көп болғанда өзіңді ересек сезініп, унитазды пайдалану шешімін қабылдау оңай. Настяның мысалы соның көрінісі. Ақыры бірнеше аптадан кейін жөргектердің үлкен бумасы босады және оған ең қатты қуанған Настядай көрінді. Бұл оқиғадан біртіндеп үйренісетін уақыт болды. Өзін-өзі бақылау, қыз бала үйде қалған жөргектерді санау арқылы ауысым процесін өзі басқарды. Және жеке қызығушылық, жағымды жағы ретінде мереке мен сыйлық уәде етілді. Принциптерін көре аласыз. Бірінші бөлімнің соңы. Сіздермен бірге болған Ақерке Болатбекқызы. Каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз.